Барлық мақтау Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, Алла Тағаладан жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істерімізден Алла Тағаладан пана тілейміз. Кімді Алла Тағала тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Сондай-ақ Алладан басқа тәңір жоқтығына және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Және де Аллах Тағаладан сүйікті пайғамбарымызға салауатын, сәлемін, рахым берекелерін тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білімдер нәсіп етсін. Осы Рамазан айында еселеп салиқалы амалдарды көбірек жасауымыз нәсіп етсін баршамызға. Біз сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху өмір баяны атты дәрістеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып ары қарай жалғастырамыз. Өткендегі сабағымызда уахидың басталуы жайлы, сондай-ақ уахидың кейін үзіліс алуы, және кейін үзіліс алғаннан кейін біраз уақыттан кейін қайтадан уахидың түсіп бастауы туралы айтқан едік. Сондай-ақ ең пайғамбарымыз саллаллаху жүктелген аяттар Әл-Муддассир сүресінің алғашқы 7 аяты туралы айтқанбыз. Сол аяттарды қайталап ары қарай жалғастыру үшін маңыздылық алайық иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху өткендегі хадистегі айтқандай, мен Жибрилді қайтадан көргеннен кейін сайда жүрген кезімде, Хирадан қайтып келеткен кезімде, Жибрилді қайтадан сайдың ортасына жетіп, дауысты естіп, Жибрилді көрген кезде қорқып, құлап түстім. Сосын үйіме жүгіріп келіп, мені бүркеңдер, және маған суық су себіңдер үстіме деп айтқан едім. Сонда Хадиша анамыз жаңа үстіне көрпесін бүркеп, үстілеріне суық су сеуіп, осылай бір жатқан кезінде Алла Тағаладан жаңағы уахи үзіліс алғаннан кейін қайтадан уахи басталады. Міне, бұл аяттар енді пайғамбарымызды тік тұрғызу үшін түскен аяттар еді. Соған назар аударайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхал муддассир. Ей бүркенуші. Өткенде айтылды бұл аяттағы Алла Тағаланың тәрбиесіндегі адамға, сондай-ақ Алла Тағаланың уахиын көтеріп адамзатқа Алланың ескертуін жеткізуші адамның енді көрпемен ешқандай қатысы болмайды. Сенің жұмысың қум фәәнзір. Ей бүркенуші, тұр да ескерт. Сен қиямет сағатымен бірге жіберілдің. Ескерт, артыңнан қуып келатқан қияметтің келатқанын ескерт. Пайғамбарымыз саллаллаху мынау екі саусақ сияқты жіберілген біз дейді, кахатейни. Алдындағы мен, артымдағы қиямет дейді. Ара қашықтық осындай ғана дейді. Мен осыдан ескертіп үлгеруім үшін, рахым ретінде адамзатты құтқару үшін жіберді дейді. Артымнан қиямет қуып келе жатыр дейді. Бұғисту әна ва сағату линастабиқу. Мен де қиямет сағат екеуміз жарысу үшін жіберілгенбіз дейді. Артымнан келе жатыр дейді. Ескерт. Сол ескертудегі ең бірінші сұралатын нәрсе ертең қияметте ол Алла Тағаланың ұлы хақысы. Сондықтан келесі бұйрығында ва роббака факаббир. Раббыңды ұлықта, дарала, жекеле. Мыналар құдайларды көбейтіп жіберді Меккенің айналасында. Не, сол нәрселерде Алла Тағаланың даңқын көтер. Алланың ұлы екенін көрсет. Алладан басқа тәңір жоқ. Осы мағыналар сенің бойыңда, сенің тіліңде, сенің мінезіңде жұмыс жасау керек. Халық көру керек осыны. Раббыңды ұлықта, ей пайғамбар. Васиябака фатоххир. Киіміңді тазала. Қысқаша қайталап кетіп жатырық өткендегі аяттардың несін. Киіміңді тазала, сыртыңды тазала. Сенің сыртың өткендегі әуелгі аятқа қарасаңыздар, иқро бисми роббика деді. Оқы Раббыңның атымен. Яғни білім ал Раббыңның атымен. Раббыңның тәрбиесіне кір деген сөз. Раббыңның тәрбиесіндегі адам Алланы ұлықтайды ол. Алладан басқа нәрселерге сыйынбайды, табынбайды, сәжде қылмайды, сипамайды, ұстамайды. Сондай-ақ киіміңді тазала дегенде Алланың тәрбиесіндегі адамның киімі таза болу керек. Киімінде нәжіс болмау керек, лас болмау керек. Сондай-ақ киімі адал кәсіппен болу керек.
Алланың тәрбиесіндегі адам. Пайғамбарымыз салсам, сол Алланың тәрбиесімен бізді тәрбиелейді. Мысалы, әрбір мұсылманның Алланың алдындағы міндеті дейді, аптасына бір мәрте жуынып жүруі дейді. Ол да киіммен байланысты. Өйткені ол дене жуылмаса, ол денедегі иіс киімге жұғады. Киімнен жаман иіс шығады. Осының бәрін Алла Тағала үйретіп жатыр. Сен енді менікісің. Сенен мін таппау керек деп жатыр олар. Түсінсіз бе? Өйткені сен ұлы әлемдердің Раббысы деп сөйлеп отқан кезіңде дейді, ертең пайғамбарымыз салсамға сенен мін таппау керек. Не киіміңнен таба алмайды оны. Сондай-ақ жүріс-тұрысыңда күллі лас, кінәрат нәрселерді таста дейді. Мына жақта Алла Тағала Меккелік кезеңде варруджза деп атаса, лас нәрсе деп атаса, бұл ертең бара-бара мединалық кезеңде шариғаттағы күллі харам етілген нәрселерді қамтып тұрған нәрсе. Бірақ Алла Тағала бұл кезеңде бұны лас нәрселер деп сөйлеуге жаңағы қалады. Сен күллі жүріс-тұрысыңда, мінезіңде, тіліңде де лас нәрсе болмасын. Мысалы, балағаттап сөйлеу, әртүрлі жаңағы қоғамдағы ортада үйренген сөздерді тілге тиек етіп сөйлей беру, сөз тіркестері ретінде. Тілің таза болсын, жүріс-тұрысың таза болсын, жейтін нәрсең таза болсын, алатын нәрсең таза болсын, күллі нәрсе, лас нәрселерді таста дейді. Алланың тәрбиесіне кіру деген мағынаны түсіндіріп отыр да мына аяттар. Құрметті жамағат. Алла Тағаланың тәрбиесіне кіру деген нәрсе не өзі? Жалпы өзі ислам қалай басталған? Алланың діні қалай басталған Меккеде? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, сосын пайғамбарымыз арқылы сахабаларға. Киіміңді тазала, лас нәрселерді таста. Сосын валя тәмнун тастаксир. Сенің сауабың тек қана менің қасымда болғандықтан дейді пайғамбар, сен міндетсің бе дейді адамдарға. Жасайсың ба? Міндет үшін жасама ешкімге. Сен мен үшін жасауды үйрен дейді. Болды. Мен үшін жаса. Мен үшін жасайсың. Сосын ол адам сіздің жақсылығыңызды түсіне ма, сізге жақсылықпен қайтара ма, жоқ рахмет айта ма, айтпай ма, ол сені мазаламасын дейді. Ең басты сен мен үшін жаса. Сауабыңды мен беремін. Сауапты менен күткен адамдарға міндет қылмайды ешқашан. Көрдіңіз ғой. Мысалы, Бақара сүресінде Алла Тағала айтады: "Я айюхаллазина аману", иман келтіргендер, ла тубтилу садақатикум, садақаларыңды, берген садақаларыңды жойып алмаңдар. Қалай жойып алуымыз мүмкін? Бил манни вал аза. Егерде мен бұның бұндай екенін білгенде, мен бермес едім деген сөзді айтсаң, жойылды дейді садақаң. Вал аза. Сондай-ақ ренжітіп, тіл тигізіп оған. Көрме сондай. Осы міндетсіну, ренжіту деген нәрселермен садақаларыңды өздерің жойып алмаңдар дейді. Мысалы, 100 мың теңге садақа бердің біреуге. Сосын оның бұндайын білгенде мен бермес едім дедіңіз, 100 мың теңге жоқ, заяға кетті, болды, нөл. Таразыға түспейді. Астағфирулла деп өкініп жыламасақ сол жерде, сондағын ұстап қалады орында ол. Түсінсіз бе? Соқтан бұлай тек қана кімдер істейді? Кәлләзи ла юъмину биллахи вал яумил ахир. Аллаға және ақырет күні иман келтірмейтін. Тек қана жаңа адамдарға көрсетіп, үшін ғана ақша жұмсайтындар. Міне солар ғана осылай істейді дейді олар. Олар садақа берсе, садақасының жақсылығының артында әрдайым міндетсіну, реніш, айқай, шу жүреді дейді оларда. Сен бұндай нәрсені істеме, міндетсінбе ешқашан. Сен біреуге тіпті жақсылық жасағанда да біл. Мен қалағаннан кейін жасадың дейді ол жақсылықты. Мен үйретпегенде жасай алмаста едің, сен соны да біл, сонда түсінесің дейді. Біз көбінесе жақсылықты өзіміз бір керемет, бір өзіміз бүйтіп, Алла Тағала қолдағаннан кейін жасайсыз оны. Сол жағын түсінсеңіз, сіз міндетсінетін нәрсе қалмайды сізде. Тастаксир дейді сосын. Сосын жаңа көп істеп жатырмын ғой деген сөзді айтпа дейді. Не болып кетті өзі? Бірінен соң бірі жүктер келіп жатыр. Не болды мынау деген нәрсе естімейтін болайын дейді мен. Сондай-ақ бұл дүниеден адамдардан жақсылық жасайсың, о жақтан бір жақсылық келсін, жақсылық жасайсың, жақсылық келсін. Адамдардан көп жақсылық келіп тұрсын деп жасанба дейді саған. Ең басты нәрсе Раббыңның қабыл етуі сенің амалыңда. Раббыңның разылығы, міне жүректің тазалығы қай жақта жатыр. Егер тек қана Алланың дидарын көздеп істейтін болсаңыз амалда, сіздің амалыңыз әрдайым сақталатын болады. Өйткені адамдар, сіз оған жақсылық жасадыңыз, бір күн ол сізге жамандық жасап қоюы мүмкін. Сонда ол кісі сізге жамандық жасап қойған күні, сізге ренжіп, енді бұған жасамайым дейтін болсаңыз, онда сіз осы күнге дейін Алла үшін жасамағансыз жақсылықты. Сіз көңіліңізді көтеріңкі жүру үшін жасағансыз.
Адамдар сізді ренжітпес үшін жасағансыз да. Бұндай адам Алланың дініне жәрдем бере алмайды. Сондықтан әуелгі күннен Алла Тағала принциптерді бекітіп жатыр. Біріншіден, сенің ұйқымен, сенің артық ұйқылармен, әлсіздікпен, жалқаулықпен, көрпемен байланысың жоқ дейді енді. Мен тәрбиеме осылай қабылдаймын дейді. Тәрбие деген нәрсе үлкен нәрсе. Мына түсінікті болу үшін, мысалы, біреулеріңіз бір күреспен айналсам деп бір жаттықтырушыға барсаңыз, соны жаттықтырушы сізге шарттарын қоюы мүмкін. Егер наған шыдасаң, мен сені тәрбиелеймін деп. Шыдай алмасаң, болды, сен бара бер деуі мүмкін да. Сол сияқты бұл ислам ойыншық емес, бұл тәрбие. Бұл әлемдердің Раббысының тәрбиесі. Ислам деген исламды тек қана ұстану емес, ислам деген исламды тарату, исламды ұлықтау, исламға көмектесу. Ал оған бұл нәрселерге мықты характерлер керек, мықты ұстындар керекті, мықты ұстанымдар керек. Сондықтан сол нәрселерді берді. Мына жаққа есімізге жазып алайық. Көрпемен қатысың жоқ, әлсіздікпен, артық ұйқымен, жалқаулықпен сен қатысың жоқ дейді. Біздің көпшілігіміз мысалы жалқаулық бар, әлсіздік бар, көп артық ұйқы бар бізде. Сосын күндіз ұйқымыз қанғаннан кейін бір мәселеде пікір таласып отырамыз біз. Біздің қаншалықты кейбір құндылықтар бойымызда жоқ екеніне де көзіміз жетпей жүр ғой біздің. Түсінесіз ба? Ең бірінші орында әлсіздік, жалқаулық, артық ұйқы, көрпені құшақтай беру деген нәрсе ол Алланың тәрбиесіне кірген адамның бойында. Дінге жәрдем берем деген адамның бойында болмау керек дейді ол. Міне, бірінші. Екінші, тік тұр дейді мен үшін. Яғни кез келген уақытта, ей құлым дегенде Раббым бармын деп тұр сөйтіп. Жоқ болып қалма дейді. Бір әйел азғырып алып кетіп жүрмесін, бір мансап азғырып алып кетіп жүрмесін, бір сауданы саған беріп, сол саудамен жоқ болып кетіп жүрме. Бір сиыр беріп, сиырдың төлінің артына қарап жоқ болып кетіп жүрме. Тік тұр әрдайым. Раббым қашан шақырып қалады екен мен деп. Фәәнзир, ескерт. Ескерт деген мағынада не жатыр? Сен Аллаһныкісің. Сен тек қана Алланың сөзін сөйлейсің. Адамдарға ұнайма, ұнамайма. Кімде-кім ұнаттырмаса, өзі үшін ұнаттырмайды. Кімде-кім ұнаса, өзін құтқару үшін ұнаттырады. Бірақ сен менікісің, сен сөйлейсің, тек ескертесің. Ей адамдар, мына мүсіндердің бәрін қойыңдар. Тек қана Аллаға ғана құлшылық қылыңдар. Алладан басқа тәңір жоқ. Сондай-ақ ақырет келе жатыр. Осыны ескерт. Роббака факаббир. Қай жерде жүрсең де, жиындарда, нелерде, әртүрлі жағдайда Алланың атын қайта-қайта айта бер. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ дейді Алла Тағала Құранда. Осындай пайғамбарымыз кейін осы кісілерге сөйлей бастаған кезде, егер де Алла Тағала жалғыз еске алынса дейді, Алладан басқа тәңір жоқ деп айтып қалсаң дейді пайғамбар оларға. Ишмәәззат дейді. Құлубул лазина ла юъминуна бил ахира. Ақыретке иман келтірмейтіндердің жүректері жиіркеніп кетеді дейді, тіркеніп. Ұнатпайды. Ақырет, дін, кез келген діннің құндылығын сөйлеп жатсаң да ақыретке иман келтірмейтін адам не болып кетті, мынау өзі деуім былай мысалы. Ва иза зукираллазина мин дунихи, Алладан өзгелер еске алынып жатса, Алладан өзге сыйынатын нәрселер әртүрлі қоғамдағы. Фариху биха дейді, қуана түседі дейді. Міне енді тура жолға түстің сен, дұрыс тақырып енді табылды дегендей нәрселер. Ал сен тек Алланы сөйле дейді. Сондықтан Аллаға деген адалдық. Киімің таза болсын. Кәсібің, варружза фахшур, жүріс-тұрысың, мінезің, санаң. Мына жақтағы сананың өзінде, мына жақта көкірегінде біреуді көре алмау, біреуді қызғану деген сасық мінездер ол негізі. Жаман мінездер ол. Ол мұсылманға тән мінез емес ол. Ол мұсылманды шірітіп бүлдіретін мінезді, ертең өзін тозаққа лақтырады. Мына жақта біреуді көре алмау, біреуді қызғану, күншілдік жасау. Қарас. Одан кейін соны тіліңмен білдіру, ғайбаттап, өсектеп, ол мінездер саған болмайды дейді. Таста дейді, таста. Міне. Істің басында таста деп жатыр әлі. Құранның басқа аяттар түскен жоқ, өзіңіз қараңыз. Басы қалай басталған бұл діннің да. Сосын міндетсің бе? Міне бұл Алла үшін істейсің бе, міндетсің бе? Міндетсіңдің бе, Алла үшін істеген жоқсың болды. Көп істеп жатырмын деген нәрсені айтпа. Вали роббика фасбир дейді. Сосын сенің ойыңдағындай болмайды. Ертең сен бұл Құранда менің сөзімді адамдарға сөйлеп бастаған кезде, ол адамдардың әртүрлі қанына сіңіп кеткен түсініктер бар, нанымдар бар, неше түрлі жүріс-тұрыстар бар. Міне өзінікін тастаудың орнына
өзіндікінің дұрыс емес екенін мойындаудың орнына олар сенікін өтірікке шығара салады дейді. Өйткені сен жалғыз боласың да сенікін жеңіл дейді өтірікке шығара салу. Көрдіңіз ба? Күллі жаңағы қауымның өтірігін жаңағы өтірікке шығаруғысы келмейді олар. Тәкаппарлық бар, әртүрлі жағдайлар бар. Міне сол кездерде сенің жаның қиналады. Біреу келіп сен ойламаған жерден ешқашан саған ондай нәрсені істеп көрген емес, біреу келіп сені итеріп жібереді. Біреу келіп сен өміріңде естімейін деп ойламаған сөз айтады әлі саған. Сол кездерде сенің негізгі тағы бір құралың ұмытып кетпе дейді. Сабырлық. Раббың үшін сабыр ет дейді. Міне. Раббың үшін сабыр ет деген мағынада үлкен нәрсе жатыр, құрметті жамағат. Мысалы, сіздің біреуіңіз намаз оқып бастағаннан кейін, кейде адам алданады. Мен намаз оқып бастағаннан кейін бір жақсы істерді үйреніп жүргеннен кейін, намаз оқымайтындарға қараймыз да, сосын осылар деп жаңағы. Ол сенің сабыр ете алмауың ол. Түсінесіз ба? Қалай сізді ақырын бастады, намаз оқуға әкелді, оны да әкеледі. Оны да солай әкеледі. Құранда өзі айқын түсіндіреді. Казалика кунтум мин қабл дейді. Фаманналлаху алейкум. Дәл сондай болғансың дейді сен бұрын. Қараңыз, дәл сондай болғансыңдар дейді сендер бұрын. Фаманналлаху алейкум. Сен лайықсыз болсаң да рахымымызға кіргізе салғанбыз дейді былай қарай. Не істер екен, мынау шүкір етем екен деп. Сен жақсы болғаннан әкелген жоқпыз дейді. Фаманналлаху алейкум деген соны білдіреді. Міндетісіне алады Алла тағала саған. Сен лайықты емес едің ғой, мен сені алып келдім дегендей. Не істеп едің деп сөйтіп сұрайтындай дәрежеге дейін. Соны фаманналлаху алейкум дейді. Қараңыздаршы. Сондықтан фатабаян. Міне сондықтан ол адамдардың ісіне сабыр ете алу, Алла тағала сабыр етіп жатыр да. Сондықтан мен сабыр етіп тұрғанда дейді, саған дейін қаншама ғасыр Құдайдың баласы деп 600 жылдан бері Исаның артындағы діннің жаңағы таратушылары бұзылып, Алла Құдайдың баласы деген нәрсені көтеріп келе жатыр. 6 ғасыр болды. Мен 6 ғасыр шыдап келе жатырмын дейді Алла тағала бұған. Қараңыз, сабырлықты үйрету үшін, сабырлықты сүйкімді көрсетуін өзінің 99 есімдерінің бірін ас-собур деп танытқан ғой бізге. Өте сабырлы деген нәрсе. Онда пайғамбар бізге түсіндіреді, Алладан сабырлы ешкім жоқ дейді. Алла тағала айтады, құлдарым маған 2 зиян жасап отыр дейді. Біреу қандай деген кезде, маған тіл тигізді дейді құлдарым дейді. Сондай-ақ мені өтірік шығып жіберді дейді құлдарым дейді. Қараңыз қандай нәрсе. Хадис-ул құдсиді. Олардың маған тіл тигізгені Алланың баласы бар деп айтты дейді. Мен шыдап келе жатырмын дейді пайғамбар. Қараңыз. Олардың мені өтірік қылғаны, ол Алла мені қайтадан жарата алмайды деп айтты дейді. Егер Алла тағала осы жерде шап беретін болса, лау юахизуллаху. Егер Алла шап беретін болса дейді, бимакасабу. Осы айтқан сөз үшін ма тарака аля захриха мин дабба. Жердің бетінде бір жорғалаушы жәндік қалмас еді дейді. Адам қалмас еді дейді да. Сондықтан Алла тағала Халим деген есімін танытады пайғамбар. Мен ұстамдымын дейді. Не үшін адамды тәрбиелеу үшін да. Сондықтан сен мен үшін сабыр ет дейді. Егер мен оларды қазір азаптағым келмей тұрса, сондықтан мен оларды азаптамай тұрған мерзімдегі болса ені кеп тарс еткісе. Көрдіңіз ба? Менімен бірге сабыр ет дейді. Мен үшін таяқ жеу деген нәрсе бар да. Өмірдегі таяқтардың ең ләззат беретін нәрсесі, құрметті жамағат, Алла үшін таяқ жеу. Одан басқа таяқтар ешқандай пайдасы жоқ. Алла үшін сөз естудің өзі оған жететін нәрсе жоқ. Сондықтан бұл нәрселердің сондай ауыр болса да, осындай нәрселер пайғамбарларға үйір болды, осындай нәрселерде жағдайлар. Сондықтан ва инна айзамил жазаи ма айзамил балаи, пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, Алла тағаланың сыйының ең ұлысы дейді, сынақтың ең ұлысының қасында тұр дейді. Неғұрлым сынақ ұлғаяды, соғұрлым сыйы ұлғаяды, береді. Пайғамбарымыз лайықты емес. Мысалы, оған келді де ертең жынды дейді. Оған келді де ертең кәззап, өтірікшін дейді. Біреу келеді айтады, ақын дейді. Біреуге айтады, кахин көріп кел дейді. Біреуге айтады, ұрпақсыз дейді мысалы. Сонда ол лайықты емес бұл сөздерді естуге. Ол жақсы адам. Бізде де сөйтіп алдамыз мүмкін. Мен жақсы едім ғой, естуге лайықты емес едім ғой деп та. Алла тағала айтады, сенің өмірің менімен байланғаннан кейін дейді. Сен мен үшін неше түрлі сөздер естисің дейді әлі. Егер бұндай сөздерді естігің келмесе, Алла мен өмірің байланыспау керек.
Алламен өмірің байланыспаса, адамдар өтірік мақтап, үрлеп, сонымен тозаққа бірақ кетеді адам болды. Соқтан ата қалады. Өмірің байлана ма Алламен? Сөз естейсің. Алла тағала естіп отыр сөздерді. Күніге жердің бетінде қанша жерде Құдайдың баласы деп айтылып отыр мысалы. Қаласа жоқ қылып жүретін еді. Сондықтан Алла тағаланың ісі бұл. Міне Алла тағала осы ісіне Мұхаммед пайғамбарды таңдады. Елшілердің мөрі етіп, және осы елшіні қиямет сағатына дейін жеткілікті көрді Алла тағала. Және оған түсірілген осы қасиетті Құранда да жеткілікті көрді. Міне, бұдан кейін ешқандай пайғамбар болмайды, бұдан кейін ешқандай кітап түспейді. Ешқандай мұғжиза да керек емес міне Құраннан кейін. Өзі пайғамбарымыз салсам айтқандай, «Мә мин нәбиин минәл әмбияи илля уғту минәл аяти мә әмәна алейхи әл-башару». Күллі пайғамбарға мұғжиза берілген еді дейді, өз заманында. Мысалы, Мұса пайғамбарға аса таяқ. Ол аса таяқпен теңізді ұрып қойған, теңіз жарылды. Соған өзінің сол кездегі халық иман келтірді дейді. Көзбен көріп тұр. Иса пайғамбар мысалы дастархан түсті. Осындай мұғжизалар берілмеген бір пайғамбар жоқ дейді. Сол мұғжизалардың негізінде оның қауымы иман келтірген дейді. Енді қараңыз. «Ва иннама кана аллази утиту». Ал маған берілген мұғжиза дейді. Кана вахян, ол тек осы вахи еді дейді. Басқа мұғжизаларын пайғамбарымыз кірістіріп те тұрған жоқ. Кішігір мұғжизалар болды ғой пайғамбарымыз өмірінде. Ешқайсысы маған берілген тек мына вахи еді дейді. Қараңыз. Аухахуллаху илайя. Маған вахи етті дейді, мына мұғжиза. Кез келген пайғамбарға берілген мұғжиза сол уақытында бітіп кеткен болды, жоқ ол. Оны тек қана тарихи кітаптардан біз естіп, уағыздарды естіп қайында айтамыз. Ал мынау міне, осылай жалғаса береді. Бұны ешкім өшіре алмайды, бұны ешкім әкете алмайды, бұны ешкім өзгерте алмайды. Бұл Алла тағаланың өзінің қорғауындағы кітап. Әр заманда Алла тағала осындай буындарды әкеледі. Мысалы, қазір біздің буында келді, бізден кейін келесі буында келді. Кім мынаған үлгерді, жабысып, сол құтылды. Әрбір буынның куәсі ғой Құран. Имма ләка, имма алейка дейді пайғамбарымыз. Құран дейді, әрбір буынның не соған болысатын куәсі, не соған қарсы куәсі дейді. Мысалы, осы буын бәленбайынша жыл аяқталады, келесі буын келеді. Сол өтіп кеткен кезімізде, осы буынның ішінде кім Құранға байланды, Құран соған куә. Кім бұл Құранды ашпады, қарамады, пысқырмады, Құран оған қарсы куә. Осы нәрсе пайғамбарымыздың ескертуге әкелген нәрсесі. Сондықтан бізге берілген мұғжиза пайғамбарымыз арқылы осы Құранда. Сөйтіп пайғамбарымыз салсамға осы тапсырмалар берілгеннен кейін, негізгі құралдарының бәрі берілді. Сөйтіп келесі бір аятына қарайсаңыздар, жаңағы 7 құрал берілгеннен кейін қараңыздар, Алла тағала нені айтып жатыр. Бірден фә деген харіпті қолданып, бірден фәиза нуқира фин-нақур, сұрға үрленген кезде қиямет сөйлеп жатыр. Фазалика яума изин яумин насир. Ол деген ол күні өте ауыр күн болады. Алал кафирина гойру ясир. Кәпірлерге жеңіл болмайды дейді. Оңай болмайды дейді. Міне пайғамбарымыз мына 3 аяттың алдына жіберіліп тұрған нәрсе ғой. Осы көрдіңіз ба? Қиямет болады. Соның алдына келіп үлгеріп алу. Бірақ мына уақытта Алла тағала қаншама буындар өткізіп үлгереді. Қаншама мәдениет, өркениеттер, технологиялар дамып үлгереді. Өзіңіз ойлаңызшы, Алланың құдіреті де. Соның негізінде адам алданады. Дүние таусылмайтын сияқты болып көрінеді оған. Бірақ бұл кеміп келе жатыр. Бұл пайғамбарымыз жіберілген кезде осындай болады арасы. Бұл қазір жақындап қалды. Қиямет сағатының қаншама белгілері қазір пайда болып жатыр. Міне осылайша осы қиямет сағатының осы хабарын ең әуелгі естіп біліп тұрған пайғамбарымыз саллаллаху отбасына келейік енді. Мына аяттар түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху Хадиша анамыз қасында отбасы. Сөйтіп Хадиша анасымен сырласады, Хадиша анамызбен сырласады, жұбайы, жары. Пайғамбарымыз 40 жаста, ол кісі 55 жаста. Жасы үлкеніне қарамастан пайғамбарымыздың қызметінде болуға ұмтылған әйел. Соның көңілі, соның мұңы, соның уайымы қасында тұр ғой міне. Жүрегіне бірігіп кеткен да, көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз салсырам осы жағдайларды
анау Иқра сүресінен бастап айтып келе жатқан кезде жүрегі бірге еді Аллах тағаланың елшісімен бірге. Өзі кейін айтып отыр ғой, Айша анамызға кейінгі мединалық кезеңде адамдар мені өтірікке шығарған кезде мені растаған еді ол депті. Жәрдемсіз қалдырған кезде жәрдемшім болған еді дейді. Сондай-ақ оның ерекше махаббаты маған ризық ретінде берілді ғой дейді. Мені өзінен де жанынан да малынан да артық сүйді дейді ол. Қанаңыз. Міне осы әйел, Алла тағала осы жақсылықтары, осы Хадиша анамыз ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірген жаңағы әйел заты. Пайғамбар өз қасындағы әйелі. Бұл жерде Алла тағаланың көрсетіп жатқан нәрсесі адамның отбасында басталу керек бірінші таралуы жақсылық. Өзіңнің отбасыңда таралып басталу керек бұл нәрсе. Көрдіңіз ба? Сүйген нәрсең. Алланы сүйдің ба? Алланы сүюің отбасыңда көрсетілу керек. Мысалы, бала шаға көру керек оны. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кезде қыздары жаңағы Умму Кульсум, Руқойя, мысалы Зайнаб, Фатима 4 қызы. Сол 4 қызы да осы Хадиша анамыз арқылы, пайғамбарымыз арқылы осы отбасы толығымен иманға келіп отыр. Күллісі иманға келіп жатқан адамдар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах. Отбасында бастады Алла тағала. Алланың заңдылығына қараңыздар. Сосын бұл заңдылықтан басқаша істемеуге тырысыңыз. Дұрыс болмай қалады бәрібір қоғамда. Өйткені ол біледі, қалай ол елшісіне сүйді, істің қалай болуын. Солай ғана береке табылады. Сондықтан әйелі ең бірінші иманға келтірді Хадиша анамыз. Тіпті Жибрилдің өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келген кезде, жаңағы осындай пайғамбарымызбен Хира үңгірінің қасында далада бір жерде отырған кезде, уахи келіп жатқан кезде, анау жақта Хадиша анамыз келе жатады екен. Жаңағы тоз несі бар, подносы бар, жаңағы тамақ салатын, тағамы мен сусын бүйтіп көтеріп келе жатқан. Жибрил көре береді. Жибрилге мысалы анау сай не, тау не, ол нәрселер қарамайды ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Хадиша келе жатыр дейді. Саған әкелатқан тамағы мен сусыны бар. Ол қазір сенің қасыңа келген кезде ол мені көрмейді, сен мені көргенмен. Сонда сен айт, Раббың саған сәлем айтып жатыр, ей Хадиша. Және де Жибрил де сәлем айтып жатыр деп айтты дейді. Бұхари мен Муслимде келген хадисте. Сондай-ақ оған айт, Раббың сүйіншілеп жатыр сені. Қосрин, сондай бір үлкен сарайды тұрғызып қойыпты дейді, қараңыз, жәннатта. О жақта ешқандай айқай-шу да жоқ, о жақта шаршау болдыру да жоқ деген нәрсе. Сонда шаршау болдыру деген нәрсе не дегенде қарасаңыз, кәдімгідей Алла тағаланың елшісіне қызмет жасау, Алланың жолында кәдімгідей өзін салған екен да ол әйел кісі. Өзіңіз ойлаңыз. Міне Хадиша анамыздың несі қандай да? Әйел заты қандай дәрежеге келе алады екен. Міне қасында осындай демеушісі болған ердің де біздегі сөзден шыққан жақсы әйел төрге сүйрейді деген, жаман әйел көрге сүйрейді деген мәселедер. Көрдіңіз бе? Сол ана жүрекке тыныштық береді. Жүрегіндегі айтып жатқан нәрсесіне қосылып кетеді. Кедергі жоқ та, күмән жоқ, керісінше растай береді. Ол нәрсе қандай күшті нәрсе. Сонымен осы нәрсе, осы тәрбиені көрген, пайғамбарымыздың бойындағы күллі жақсы қасиеттерді көріп осқан, Хадиша анамыздың бойындағы күллі жақсы қасиеттерді көріп осқан 4 қыздың бойында қандай қасиеттер бар деп ойлайсыз, өзіңіз ойлаңыз. Алла тағаланың сыйлаған 4 қызы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере ағатайы Абу Толиб. Абу Толибтің жаңағы осы уақытқа қарай бір экономикалық жағдайы кішкене қиын болады. Содан үйінде біраз тамақ жағы болсын, киім жағы болсын, біраз қиындық болып, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аббас деген немере ағатайымен сөйлеседі, көкесімен. Сосын айтады, Аббас, біз барып көкемізге көмектесейік дейді, Абу Толибқа. Мен барып Алиді алайын, сіз Жафарды алыңыз дейді. Али ибн Абу Толиб, Абу Толибтің Али деген баласы, сосын Абу Толибтің Жафар деген баласы. Сөйтіп Аббасқа айтады, сен Жафарды асырауға алып ал, мен Алиді асырауға алайын қасыма, көмектесейік екеуміз. Бірақ мына өйткені қазір ол үйдің жағдайы өте қиын болып жатыр. Содан барып осылай екеуі келіп айтады, көке, мына Алиді мен қасыма алайын деп жатырмын, Аббас Жафарды қасына алайын деп жатыр. Сол бізге осылай беріңіз, біз көмектесейік, бізге осы күнге дейін қаншалаған жасаған жақсылықтарыңыз бар дейді. Бізді бақтыңыз, өсірдіңіз, өзіңізді аямадыңыз, салдыңыз, біз де сол жақсылыққа бір жақсылық қайтарам деп
Сөйтіп Алиді қасына алып кетеді. Сөйтіп Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың үйінде өсіп жатқан, жасы 10-ға толған кезі еді. Содан Хадиша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Заид ибн Хариса деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолында Заид ибн Хариса деген қызметшісі болады. Сол қызметшісі Заид ибн Хариса бұл кезінде өзінің басқа елден, Меккелік емес, Меккедің сыртынан келген Заид ибн Хариса сол кезде ауылдарына бір шапқыншылық жасалып, әртүрлі жағдайлар болып жатқан кезде балаларды ұрлап әкетіп құлдыққа сатып жіберу деген. Сөйтіп әкесінен туған ағасы, әкесі солардан ажырап қалады, оны әкеп сатып жібереді. Сөйтіп Меккедегі, Медина жақта Указ деген базар болады, нарық. Сол нарыққа келіп сатып жүрген кезде Хадиша анамыздың бір туысқаны сатып алады оны. Сатып алып Хадиша анамызға береді. Нан саған сыйладым деп. Сосын Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен бұны сізге сыйладым дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз Заид ибн Харисаны маған сыйлаған болсаңдар, онда мен бұны азат еттім дейді. Сол кезде азат етілген құлды мәулә деп атайды өзі. Араб тілінде мәулә дейді, яғни азат құл, азат қызметші деп аталады да, мысалы. Сонда азаттық алған. Азаттық алғаннан кейін ол кездерде сондай бір қоғамда тараған жақсы істердің бірі, егерде сол бала ұнаса, баланы өзіне асырап алу деген нәрсе бар. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асырап алады оны. Асырап алу деген кезде біздің қоғамдағы сияқты сондай үлгіде болады ол. Өзінің атын береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп Заид ибн Хариса, яғни Харисаның ұлы Заид деген сөзді Мұхаммедтің ұлы Заид деп өзгертеді. Осылайша Мединаға көшкенге дейін Алла тағала бұл үкімге тиіспейді, ауырлық жасамас үшін. Негізі бұл үкімді Мединаға келгенде Алла тағала өзгертеді. Мә жағала әдғияәкум әбнәәкум дейді. Ахзаб сүресінде айтады, сендердің асыранды балаларыңды бел балаларын қылған жоқ дейді. Ондай заң жоқ дейді Алланың алдында. Залика қаулукум биафуахикум, бұл сендердің өз ауыздарыңмен сөйлеп жүрген сөздерің дейді. Удғухум ли абайхим, қасында жүрсе де өзінің әкесінің атымен атады дейді. Сол үкім түскен бетте пайғамбарымыз Заид ибн Хариса деп өзінікіне қайтарады. Білмеген болсаңдар, білмеген нәрселерің жаңағы күнәға жатпайды, бірақ білгеннен кейін міне осындай деп Алла тағала үкімді таныстырады. Әрбір бала да, әрбір адамды өзінің әкесінің атымен шақырылады ғой ертең қияметте. Тағала әркімді, бұл біріншіден тек, неке, тек деген нәрселерге қатты қарайтындығы діннің. Әкең осы ма? Бұл да осы әкең. Содан осы Заид ибн Хариса пайғамбарымыз қасында жаңағы қызметші болып жүрген кезі, міне сөйтіп Али радиаллаху анхуға келейік. Али 10 жаста, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған да түсіндіреді осы нәрсені. Сосын бір риуаятында айтылған, мен әкеммен ақылдасуым керек, Абу Толибке барып ақылдасайын деген кезде, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қазір қоғамда дейді, бұл нәрсені адамдар көтере алмайды дейді. Бәдә әл-исламу ғурибан, ислам өте бөтен болып басталған дейді. Жатырқап басталынады дейді, заңдылық сондай дейді. Адамдар әбден жаман жолдарға үйреніп қалғаннан кейін Алланың таза жолын бір жақтырмай тұрады дейді бүйтіп. Мынау қайдан келген деген нәрсеге. Өйткені ол олардың нәпсісін ұрайын деп тұр ғой. Сіз бе? Сол нәпсінің жаман екенін көрсетпеу үшін адам ана нәрсені жаман қыла салады екен ғой. Өз заңдылық сол екен, өз асылы болды. Нәпсіңді қорғайсың да, бізде бұл жоқ еді ғой бұндай нәрсе дегендей. Сонда бұл бөтен басталып жатқан дін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Адамдар жатырқайды, қазір бірден бұны қабылдай алмайды. Сондықтан мен сенің ақылың бар ғой деп өзіңе айтып отырмын. Егер де қабылдасаң осы, бірақ әкеңмен ақылдаспа дейді. Сосын Али сол күні түні бойы жаңағы ұйықтай алмай шығады, осы нәрсені ойланып, шешім қабылдап, жүрегін Алла тағала ашып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтады. Ашхаду анна Мұхаммад Расулулла деген нәрселер. Негізінде бұл осы қоғамдағы ең зиялы адамдар еді өзі. Зиялы адамдар да. Көзі ашық, көкірек көзі ашық. Анау-мынау нәрсеге алдана бермеген адамдар. Тіпті жаңағы Заид ибн Харисаның өзі айтады, мен дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Кағбаның сыртын айналып жүрген кезімде, мен әлі сол адамдар неше түрлі Кағбаның сыртындағы мүсіндерді бүйтіп ұстайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана жаңа қара тас бұрышын ұстайды дейді. Олар мүсіндерді ұстайды дейді.
Сосын маған айтады дейді, қасымда жүргенде: ей Зәйд, мына мүсінді сипама деп. Ұстама бұларды, сипама. Ол кезде әлі пайғамбарлық түспеген еді дейді. Сосын мен баламын ғой енді, ұстасам не болып қалады екен деймін да. Сөйтіп бір айналып келе жатқанда, екінші бір айналымда келе жатқанда бүйтіп ұстап қалдым дейді. Сосын мен саған айтып едім ғой ұстама деп. Мен сені бұл нәрседен тыйдым дейді. Сосын Зәйд ибн Харис айтып отыр: Алламен ант етемін дейді, осы Алла тағала оны пайғамбарлықпен, елшілікпен және осы Құранмен құрметтемей тұрғанның алдын ол кісі ешбір мүсінді ұстап, сипап көрген адам емес дейді. Соны жиренетін дейді сол нәрседен дейді. Зәйд сол нәрсені көріп өскен. Қараңыз, әкесін қалай көріп өседі, сондай жаңағы жақсылықта өскен да. Сөйтіп Али радиаллаху анху балалардың ішіндегі бірінші исламды қабылдаған деген нәрсе. Сонымен жаңағы азаттық алған құлдардың ішінде ең бірінші қабылдаған исламды осы Зәйд ибн Хариса, пайғамбарымыздың қасындағы қызметшісі. Не? Осы отбасы ретке келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасы бүтін. Түсінесіз бе? Отбасының барлығы Алланікі. Әйелі осы пайғамбарымыздың жолында, қыздары пайғамбарымыздың жолында, Али пайғамбарымыздың жолында, қасындағы қызметшісі, адал қызметшісі осы Зәйд ибн Хариса, ол да пайғамбарымызға адал. Сондықтан осы отбасының жағдайы реттелгеннен кейін енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сыртқа қарайды. Алла тағала өзі бұйырғандай: «Удғу иля сабили роббика бил хикма», даналықпен шақыр. Содан Жебірейілдің үйретуі, тәлім тәрбиесі, Алла тағаланың көкейіне, көңіліне салыну арқылы қоғамдағы ең жақсыларды іздейді бірінші. Қараңыздар, табиғатқа қараңыздар, өзінің бір хадисінен соны байқайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Хиярикум фил жахилия, хиярикум фил ислам иза фақуху». Исламға, жаңағы ислам келмей тұрып қоғамның ішіндегі ең жақсы болғандарың исламға келгеннен кейін де ең жақсылар болып кетеді дейді солар бірден. Иза фақуху, егер оқынған болса мына діннің тәлім тәрбиесін, Алла тағаланың тәлім тәрбиесін түсіне алған болса, Құрандағы нәрсені ақиқатты оған алған болса, онда автоматты түрде исламға келгеннен кейін де ең жақсылар болып кетеді дейді. Сондықтан кім ол? Әлі исламға келмей тұрған ең жақсылар кімдер дейтін болсақ, солардың ең бірінші орында тұрғаны ол Абу Бәкір еді, радиаллаху анху. Ол кісі де жаңағы осы пайғамбарымыз піл оқиғасының жылында дүниеге келсе, 50-60 күннен кейін Абу Бәкір шамамен 2 жылдан кейін, піл оқиғасынан 2 жылдан кейін дүниеге келген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір 2 жас, жаңағыда 2 жас 6 ай сондай кіші. Сол Абу Бәкір қоғамда қандай адам ол? Абу Бәкір радиаллаху анху данаға мына наным сенімге келетін болсаңыз, өзі жаңа бір оқиғасында айтып отыр: мені әкем Абу Қахафа дейді. Абу Бәкірдің негізгі аты Абдулла, әкесінің аты Усман, Усманның ұлы Абдулла. Усманды кейін Абу Қахафа деп жаңағы лақап атымен кеткен. Абу Бәкір жаңағы күниямен аталған Абу Бәкір деп. Не осы Абу Бәкір бала кезімде дейді, кішкентаймын, сөйтіп әкем Абу Қахафа мені бір мынандай ғибадатханаға әкеп кіргізіп жіберді дейді. Мынау сенің тәңірлерің, құдайларың, не осылармен сөйлес, осыларға сыйын дегендей нәрсе. Сосын өзі кетіп қалды дейді бір шаруамен. Сосын мен біреуінің қасына келдім да, кішкентай баламын дейді ол кезде. Есімді білем, сол менің қарным ашып тұр, тамақ берші деп айттым дейді. Сосын ол үндемейді дейді. Сосын менің бір киімім жоқ, киім берші деп айттым дейді. Сосын ол маған жауап бермеді дейді. Сосын оны итеріп қойдым, ол құлады дейді. Сөйтіп мен ордан шығып кеттім. Мен осылай танысқам дейді бұл мүсіндермен. Абу Бәкір айтып отыр бұны. Жалпы өмір баянына қарайтын болсаңыз, пайғамбарымызға жауап берген күнге дейін мүсінге сәжде жасау, жаңағындай нәрселерге сыйыну, сипалау деген ондай нәрселерден сана таза болған. Сана бик. Санаға тек жаңағы мына Құран келмей тұр, пайғамбар келмей тұр, басқа жағы жақсы. Егер келсе, қазір жауап бергелі тұр. Қазір келеміз ол нәрсе. Сонан арақ деген нәрсе қоғамда мүлдем өмірінде жаңағы жақындатылмаған нәрсе болған. Тіпті адамдар бір сұраған кезде, сіз Құран түспей тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірмей тұрып, арақты қалай сонда сіз неттіңіз дегенде,
қалай араққа жақын болмадыңыз сіз деп сұраған кезде соны айтады. Мен дейді бір күні кетіп баратып бір кісіні көрдім дейді. Арақ ішіп мас болып өзінің жаңағы несінде жығылып жатқанын көрдім дейді. Сол кезде дейді ант бергем дейді өзіме. Ол кезде арақ харам деген үкім жоқ қой ол кезде әлі. Қоғамда біреу ішіп жүр, біреу ішіп жүрген жоқ. Тек қана адамгершілік тұрғыдан айтуы мүмкін, жаңағы маскүнем тағы басқа бірдеңке сөздер. Бірақ шариғаттың кесіп жатқан үкімі әлі келген жоқ. Сол кезде мен өзіме арам қылдым дейді. Мына арақ маған арам. Ана бейнені көріп дейді. Сосын менің дейді көзім жеткен нәрсем дейді өмірімде. Арақ деген нәрсе адамды дейді ар-ұждан мен еркектік мінезден ажыратады екен дейді. Сондықтан ар-ұждан мен еркектік мінезден еркекті ажырататын нәрсе мен өзіме харам деп таныдым дейді. Шариғат келмей тұрып арақтың үкімін қалай білген? Еркектің еркектік мінезін жоқ қылады дейді бітті. Еркек болмайды дейді арақ ішкеннен кейін. Сосын ар-ұжданнан түк дейді. Өйткені ар-ұждан емес ақылсыз болып қалады адам. Содан бүкіл жамандықтарды еске ала бастайды. Үйдің үшін берекесін кетіреді дегендей нәрселер. Жалпы сол нәрселер Абу Бакр радиаллаху анху жан-жақты таза болған. Жүріс тұрысы өте таза, сана деген таза, көңкірек көзі ашық, арақ деген жаңағыдай жаман нәрселердің ешқайсысына жақын болмаған, өте мейірімді адам болған, өзі саудагер. Саудагер болған кезде де әркімге көмек беруге қатты сондай ұмтылып тұратын адам болған. Архамун наси би уммати Абу Бакр деп пайғамбарымыз хадисінде кесіп бағасын берген. Менің үмбетімде дейді, менің үмбетім үшін, осы үмбетімнің ішіндегі ең мейірімді адам, ең рахымды адам сол Абу Бакр ғой деп. Абу Бакрдың малы маған жәрдем бергендей, ешкімнің малы жәрдем беріп көрген емес дейді. Абу Бакрдың жаңағы осындай қасиеттері. Міне сол Абу Бакр мына шежірені де мықты білген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан: "Иннаху ағламу Құрайшин би ансабиха". Абу Бакр радиаллаху анху Құрайштың күллі шежіресін мықты біледі. Шежіре дегенде енді ана шежіренің бүге-шігесіне дейін біледі ғой, көрдіңіз ба? Сол шежіресінен сыртқа қарай арабтардың кейбір тайпалары тараған тайпалар болса, олардікіне дейін біледі. Сонда қараңыз оның санасы қандай? Қоғамдағы ең оқыған, көрдіңіз ба? Тоқыған, саяси жағдайлар, тіпті кез келген тайпа, анау жақтағы тайпа парсыға кішкене тәуелді, мына жақтағы тайпа византиялардың қасында бірдеңке іздеп жүр, мына жақтағы тайпалар мындай, әрбір тайпаның саяси, экономикалық, ішкі дүниесіндегі бағыт бағдарына дейін білген ғой. Оны жай жүрген адам емес, түсінсіз ба? Дайын, соның барлығына санасына салып, жаңағы 38 жасқа толғанға дейін Алла тағала соны дайындап, пайғамбарымызға бір қазына қылып әкеледі екен оны. Жай нәрсе емес, ештеңке жайдан жай болып отқан жоқ та. Көрдіңіз ғой. Жаңағы адамдарға малмен көмектесу жағынан да, мысалы, әркімге көмектесіп жүретін, шежірені де мықты білген, мысалы, Хассан ибн Сабит деген пайғамбарымыз саллаллаху ақыны болған, кейін Мединада, мысалы, қасында ана Құрайштардың неше түрлері тіл тигізіп, пайғамбарымызға әртүрлі жаңағы сөздер, балағат сөздер айтып, тиісіп жатқан кезде Құранға тіл тигізеді. Сол кезде жаңағы Хассан ибн Сабит деген ақын айтады: "Аллахтың есіміне бір жауап қайтарып тастайын да біраз оларға" дейді. Олар да Құрайш, мен де Құрайш қойды. Әйтеуір бір Құрайш деген ортақ атада кездесетін жеріміз бар ғой дейді да, тарқайды ғой жалпы. Сосын айтады: "Аллахтың елшісі, мен сізді бүйтіп қылдан, майдан қыл суарғандай алып шығамын ғой" дейді, "сізге тегіңізге ештеңке тимейді" дейді. "Тек солардікін сөйлеймін" дейді, "мен соларға барып тиісемін" дейді да, Құранға тиісіп отқан үшін. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Хассан, олай болса, сен Абу Бакрге бар. Абу Бакр Құрайштың бүкіл шежіресін мықты біледі. Сондықтан сол шежіресін, менің шежіремді біліп ал, саған тазартып айтып береді" дейді. Нау-нау-нау-наудан тараған деп. Абу Бакр өзі жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен жаңағы Килаб ибн Мурра деген атаның кезінде сол жерге дейін екеуі бірігеді. 4-5 атадан кейін бірігетін жері бар. Сол Килабтан Тайм деген ру тарайды. Сол Тайм руының негізгі беткеұстар тұлғаларының бірі еді, Тайм деген рудан. Осы Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына келіп, Алла тағаланың елшісі де онымен сөйлеседі. Көрдіңіз, кімді таңдайды бірінші? Бұл керемет дін. Бұл дін Алланың діні. Бұл дінді жеткізу үшін ең алдымен адамдарды, қандай адамдарды таңдағанда. Сонда Абу Бакр да сөйлеседі. Екеуі сөйлесіп, сырласып жүретін адамдар.
ей Абу Бәкір, қалай ойлайсың? Мына қауымының табынып атқан мүсіндері осының расында да құдайлар деп ойлайсың ба дейді. Сол кезде жаңағы оқиғаны айтқан ғой Абу Бәкір. Әкем жаңағы бір мүсіндердің қасына апарып, мен осылай неткем, мен бұларды мойындамаймын дейді, мүсіндерді құдай ретінде. Мен Алланың елшісі ретінде жіберіліп отырмын, және маған мына аяттар түсті деп, осы алғашқы түскен аяттарды оқып береді. Сол жерде Абу Бәкір, әкеліңіз қолыңызды дейді да, ашхаду алла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад расулуллах дейді. Мен қайсы бір адамға исламды сұнған болсам дейді, кідіріп қалатын адамдар болған дейді. Ойланайын, көрейін, ақылдасайын деген. Абу Бәкір кідірмеді де, тоқтамады да, бірден айтты ғой дейді. Содан осындай сұрақсыз, кідіріссіз қабылдайтын нәрсені пайғамбарымыздың иманын жаңа мысалы сыддиқ деп атайды екен оны арабша. Растай беруші деген сөз екен бұл сыддиқ деген. Растай береді, растай береді, растай береді Алланың елшісі. Күмәнданбайды ешқандай, сұрақ та қоймайды, тексермейді де, кідірмейді де. Мен сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның тәлім тәрбиесінде Абу Бәкір радиаллаху анху сыддиқ деген үлкен лақап атқа иеленген. Растай беруші деген сөз. Алладан келген хабардың бәрін бірінен соң бірін растай беруші деген сөз ғой сыддиқтың қазақша мағынасы. Сондай ақ тағы бір сөзінде Айша анамыз айтады, бір күні Абу Бәкір біздің үйге келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтты дейді. Әбшир я Абу Бәкір, қуана бер ей Абу Бәкір. Иннака атиқуллахи минан нар. Сөзсіз сен Алла тағаланың тозақтан азат етіп қойған құлысың дейді. Тозақтан азат етіп қойылған деген сөзді атиқ деп атайды. Солдан кейін атиқ, я атиқ Алла, я атиқ деп адамдар сөйтіп лақабатпен атап кеткен екен. Тозақтан азат деген мәселеде. Не осы Абу Бәкір осындай үлкен қасиеттерімен, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тағаланың дайындап қойған бір үлкен қазынасы еді да. Дайын жасап қойған. Алланың елшісін Алла тағала таңдаған кезде, Алланың елшісіне жәрдемшілерін де таңдап, сол қоғамдағы ең жақсыларын әкеледі ғой қазір дінге бірінен соң бір. Абу Бәкір мына аяттарды оқыды. Ей бүркенуші, тұр да ескерт. Раббыңды ұлықта, киіміңді тазала, жаман лас істерден аулақ бол. Раббың үшін сабыр ет, оқы, жаратқан Раббыңның атымен кешегі аяттар. Сөйтіп сол аяттардың негізінде ол енді өзінің танитын адамдарына қарай барады. Сол танитын адамдардың бірі Осман ибн Аффан. Осман ибн Аффан ол 34 жаста ол кезде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран аяттарды түсіп жатқан кезде Осман ибн Аффан радиаллаху анху ол кісі 34 жаста. Піл оқиғасынан кейін 6 жылдан кейін дүниеге келген. Демек пайғамбарымыздан 6 жас кіші. 34 жаста Осман ибн Аффан. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның Хашим деген атасы бар. Хашимнің бауыры болған Абдуш-Шамс деген. Бұл Хашимде, Абдуш-Шамсте Абдуманаф деген атаға келіп тіреледі. Осы Абдуманаф деген ортақ атадан Хашимнен пайғамбарымыз тараса, Абдуш-Шамстан Осман тарайды. Мына шежірелердің өзі де кітаптарда бекерден бекер айтылмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтып отыр: "Ва тағалламу ан сабакум", шежірелеріңді жақсылап үйреніп алыңдар дейді. Имам Ахмадта жеткен хадисте. "Ма тасилуна бихи архамакум", туысқандарыңның қай жерге дейін жалғасатынын біліп жүріңдер дейді. Не үшін? Өйткені көріп тұрсыз ғой, мыналардың бәрі аталас қазір. Сіз ба? Біреуі 4-ші атада біріксе, біреуі 5-ші атада бірігеді, біреуі 6-ші атада бірігеді қазір. Сондай бірігу деген мәселелері сол адамның тануы. Сізде бір өзіңіздің шежіреңіз жүрсе, мына жақта тағы біреу өзінің шежіресі жүрсе, екеуі кездесіп қалған кезде бір ортақ аташаға келуі мүмкін да. Сондай нәрселер бұл осы меккелік жұртта өте тығыз болып өтті бұл нәрсе. Сондықтан шежірелерді жаңағы осы Осман радиаллаху анху да шежірелерді мықты білген сондай парасатты адамдар. Не Осман радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Руқойя деген қызына соған бір барып айттыру айтсам, бір кісілерді жіберсем ба деп жүрген кезінде, бірақ жаңағы ұялу сипаты бұл кісінің бойында мықты сондай ұялған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасына қатты қызыққан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлі пайғамбар болмай тұрған кезінде отбасына қатты қызығып, сол үйдегі жаңағы Руқойяға жалпы көңілі болады.
сол Руқойя пайғамбарымыз Руқойя деген қызына үйленсем ба деген көңілі болып жүріп, соны айта алмай жүрген кезде Абу Лахаб деген кісіні білесіздер, болашақта танысамыз. Абу Лахабтың Утба деген баласы. Сол Абу Лахаб келіп Руқойяның қолын сұрап, сөйтіп жаңағы Утбаға үйлендіріп қояды оны. Соны Утбаға үйлендіріп қойған кезде Осман кішкене көңілі түсіп қалады. Сол көңілім түскен сол жағдайдан бастап өзі айтып отыр, менің исламның қалай болғаны. Сол оқиғада менің көңілім түсті, сосын үйге келдім. Сосын үйге келіп бүйтіп отырған кезімде менің анамның сіңілісі болатын дейді, Сағда деген кісі. Анасының аты Аруа, Османның жаңағы сіңілісі Сағда өте ақылды әйел еді дейді ол. Сол кезде өте ақылды, көп адамдар біле бермейтін бір нәрселерді, көп адамдар сөйлемейтін бір сөздерді айтып жүретін дейді. Сонымен сол айтып жүрген сөздердің бірі, әлі бізге осы қоғамда бір пайғамбар келеді. Адамдар осы анда-санда жақта бір адамдар, мына жақта бір арабтар сапарда бір жүргенде айтып қалады, қоғамға пайғамбар келеді деген нәрсе. Сол қоғамға бір пайғамбар келеді, әлі мынаның барлығы дұрысталады біздің өмір деген ойымды сол жаққа қарай өзгертіп жіберді дейді, жаңағы неден. Осы ой өзгергеннен кейін мен барып Абу Бәкірмен жолығып қайтайыншы, жағдаймен сөйлесіп қайтайықшы деп, екеуі сырласады ғой енді. Сөйтіп Абу Бәкір екеуі отырып сөйлесіп отқан кезде, Абу Бәкір де сол Османмен жаңағындай сөз тауып арасы. Пайғамбарымыз салсам айтып отқан қағидалар бәрі есінде, ислам өте бөтен басталып жатыр. Адамдар жатырқап қалады, бір даналықтық байқа, қамты түсіндірген кезде білетін нәрсесінен бастап сөйле дегендей нәрселер. Сөйтіп Османға осы нәрселерді айтады. Осман, қалай ойлайсың? Біздің қауымның жағдайы туралы бір сөйлесейікші. Мысалы табынып жатқан нәрселеріне қараса, тас, мүсін, ағаш, одан басқа нәрсе емес, пайда бермейді, зиян тигізбейді деген сол кездегі жағдайды сырласады ғой енді. Соны сырласып жатқанда дұрыс айтасың. Менің де жаңа ана тәтем, анамның сіңілісі осындай бір нәрселерді айтып кетті дейді, қозғап. Жақында бір пайғамбар келеді, осындай сөздерді айтып жүр. Сосын сіздің айтып отқан сөзіңіз, мен негізі айтып отқан сөздеріңіздің бәріне қосыламын. Хақ мына нәрсені. Онда мен сізді Мұхаммедке қарай жолықтырсам қалай болады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз салсам алып келеді, саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз салсам аяттарды оқиды, елші екендігін баяндайды, Құранның аяттарын оқиды. Сол жерде Османда ашхаду алла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад расулуллах. Қоғамның жақсыларын, сапасын теріп жатыр да, сапалыларды теріп жатыр, Құран теріп жатыр, Құран. Пайғамбарымызға келген кезде пайғамбарымыз аяттарды оқиды, Құран өзі сапалысын тереді. Алла тағала оны сол үшін тәрбиелеп қойған да, дайындап. Осман келді ғой міне. Осман радиаллаху анхудың өзі де, бұлардың әрқайсысы құрметті жамағат, жай адамдар емес. Қазір Абу Бәкірдің, мысалы Осман келді, қазір тағы да 4-5 кісіні айтамыз. Бұл ауелге келген адамдарға қарасаңыз, осылардың жәннетпен, Алла тағала пайғамбарымыз салсам, тірі кезінде жәннетпен сүйіншілеп жүрген адамдар ғой. Тірі кезінде жәннетпен сүйіншіленген адамдар. Қараңыз, біріншілер жауап берген кімдерді? Осман радиаллаху анхудың өзі жаңағы мысалы айтайық, қарайтын болсаңыз, 81 жасында қайтыс болды, 12 жылдық халифа қылды мысалы. Үлкен енді еңбектер жасады. Мысалы 12 жылдық халифалық кезінде екі Әл-Харам мешіті мен екі мешіттің кеңейтіп, ең бірінші кеңейту реконструкциясын жасаған сол кісі. Одан кейін Құранды андай кітапқа жинап берген бірінші сол кісі. Міне. Оған дейін әртүрлі кітаптарда, нұсқаларда, терілерде, тағы да басқа нәрселерде жүрген еңбегі. Ол кісінің кезінде мына Армения ашылған, Грузия ашылған. Арменияға ислам келген, Грузияға дейін кірген кездер болған. Кавказдың, Албанияның Кавказға қараған жақтары, Африкаға келген, Иранның мысалы анау Карман, Харасан деген жерлеріне дейін. Ойлаңыз, ана Сиджистан деген жері бар, Иран мен Ауғанстанның ортасына дейін. Сол жаққа дейін әкеп тастаған дінді. Қараңыз, кімдерді таңдаған Алла тағала. Бізде кейде намаз оқып, жаңа бір кейде бір сүннет бір нәрселерді үйренген. Сіз ойлаңыз, жалпы сіз осы өміріңізде өзі дін үшін не істедіңіз жалпы? Сен бар істегені мүмкін сыртың шығар сенің істеген. Адамды дінге әкелгеннен кейін сіз өзіңіз не әкелдіңіз? Жоқ дегенде өзі отбасың, өз туысқандарың үшін. Сонда сізде таласта, пікір таласта, анау-мынау нәрселерді өзі азая береді. Қараңыз, 81 жасқа дейін жаңағы 81-ге толған кезінде зұлымдықпен өлтірілді ғой. Зұлымдықпен өлтірілді да. Сағид ибн
Заид деген сахаба айтады, біз бір күні жаңағы бір кісі келді да осындай нәрсені айтты дейді. Аллахтың елшісі, мен бір түс көрдім, айтып берейінші дейді. Өйткені пайғамбарымыз өз кейде сұрайтын, кім түс көрді бүгін, айтыңдаршы деді. Сол кезде ол кісі айтты, мен мынандай бір түс көрдім, мен түсімде бір таразының түскенін көрдім дейді. Көктен бір таразы түсті дейді. Сосын сол таразыға сіз салындыңыз, сосын Абу Бәкір салынып еді, сіз басып кеттіңіз дейді. Сосын Абу Бәкір мен Омар салынды дейді. Абу Бәкір мен Омар салынғанда Абу Бәкір басып кетті дейді. Сосын Омар мен Осман салынды, сосын Омар басып кетті да, сосын бір кезде таразы жоқ болып кетті дейді. Сонда пайғамбарымыз көңілі жаңағы өзгеріп кетеді. Не болды деген кезде, Омардан кейін фитна басталады екен ғой. Сосын айтады, Омардан кейін фитна басталады екен, ана бауырларыңды зұлымдықпен өлтіріп тастайды дейді. Сол Омар айтады, бүйтіп бұрылып қарап қалсақ, Осман өтіп баратыр екен дейді. 81 жасында осындай, ана сахабалардың буындары мықты қиыншылықты көрген буынмен кейін бір қиыншылықты көрмеген ат үстінде қосылған буындар келді ғой. Арасында өтірік айтқандары да бар, әйтеуір мал іздеп айтқандар кіргендері де бар. Түрлі әйтеуір оның Алла тағала ешкімнің жүрегіне кірме дегеннен кейін сахаба ешкімнің жүрегіне кірмеді олар. Таза болғаннан кейін. Бірақ неше түрлі қоқыстар көбейді. Жаңағы иудейлердің арасынан өтірік мұсылман болғандар, Абдулла ибн Саба деген бір кісі, жаңағы өтірік исламды қабылдап, тақуа болып, көптеген адамдарды ана бірдеңке болса тамақ үшін, не үшін ренжи салатын адамдар болады ғой бір. Османның төңірегіне жала жауып, Осман өзінің туысқандарын ғана жинап жатыр екен, ешкімге бермейді екен, сөйтпейді екен дегенге біраз адамдар жинап, соған өлтіруге бел байлап қойды ғой. Сонда бір жауыздар келіп Османды өлтірмекші болғанда, сахабалар біз сізді қорғаймыз деп қасына келгенде, сахабалар өтінем сендерден күллерің кетіп қойыңдаршы дейді. Менің иштиқадым дейді, мені өлтірсе тоқтайтын шығар бұл фитна дейді. Мені ғана іздеп тұр ғой дейді. Сол ораза кезі Құран оқып отқан, осындай ауызы жаңағы берік Құранды оқып отқан кезінде өлтіріп, қаны жаңағы Құранға шашыраған кезі, осындай еңбек сіңірген 81 жасында өстіп өлтірді ол кісіні. Жауыздықпен өлтіріп қойды да. Қараңыз. Бірақ онымен тоқтаған жоқ. Одан кейін олар ары қарай фитнаны иудейлер ары қарай кіргізіп жіберді. Мұсылман деген нәрсе, Құранға біз бүйтіп өзімізше намаз оқып жүріп нетеміз дейміз ғой. Мына иудейлердің шахматный доскаға саласылады екен ғой бізде. Сол ести саған. Абдулла ибн Саба келді, мынандай нәрсені айтты мысалы. Шала мұсылмандарға келді, былай деп айтты. Али жаңағы Муса пайғамбар өмірден озғаннан кейін оның тұлға деген ұғымы болады дейді ақидада. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Оның тұлғасы барды да Юшаққа қонды дейді. Сол секілді дейді. Ана пайғамбар дүниеден озғаннан кейін оның тұлғасы барып Алиге қонды да Осман тартып алған билікті деген дейді. Көрдіңіз, өлтіртіп, одан кейін екінші фитнаны дайындап қойған. Енді не істейміз? Осман өлді деп тұрған кезде жаңағы білімі жоқ мұсылмандардың көбісі сол кезде. Сол кезде айтты, сол Османды өлтірткен Али сияқты дейді. Ал керек болса. Бітті, одан кейін оңбай қалды. Қиын жағдайлар болды деді. Сахабалардың енді жүректері таза, қандай нәрселер, қаншалықты қиыншылықтардан өтті осындай. Жаңағыдай бір дұшпандар шахматный доскада пайдаланған кездері болған көптеген нәрселер. Қазірде де оп-оңай. Бүгінгі мұсылмандар тіпті оңай. Соқтан кішкене санада дұрыс болу керек. Әрбір істеп жатқан сөз, әрбір естіп жатқан бұқаралық ақпараттағы нәрселердің барлығы сапалы нәрсемен жұмыс істеу керек. Сол Осман радиаллаху анху өзі жаңағы 9 ұлы, 7 қызы болған ол кісінің. Өмірінде жалпы 8 әйелі, қателеспесем 8 әйелі. 9 ұл, 7 қыз осындай тәрбиелеп, бүкіл ғұмырында 81 жасқа келгенге дейін. Енді малын сарып кеткен осы жолда қаншалаған амалдар жасаған адам, міне сол қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына иман келтіріп отыр міне. Әлі ана өмірінің алдындағы кезі. Осман деген біраз уақыттан кейін пайғамбарымыз, оған әлі келеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи халыққа дінді ашық сөйлеп бастаған кезде Абу Лахаб деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарсы шығып, сөйтіп жаңағы пайғамбарымыздың Рухойя деген қызын Утба деген ұлы үйленген еді оның. Пайғамбарымыздың Умму Күлсум деген қызын оның Утайба деген ұлы үйленген еді. Мені сыйласаңдар деді, ол күпірлік жолын таңдады ғой енді. Ана Мұхаммедтің 2 қызын лақтырып жіберіңдер далаға деді. Сосын екеуі де барып әкесінің тілін алып итеріп жіберді. Сөйтсе олар итеріп, оларды қашырып жатқанда Алла тағала оларды таза жаққа қарай алып кетіп отыр екен ғой. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Қиындықпен болса да, сол кезде Осман радиаллаху анху қуанады ғой.
бағанағы Рухойяға кеп, Хадиша анамыз ұзатады, сол Рухойяны Османға қосатын кезі бар да, ең бірінші. Хадиша анамыз өзінің бір өлең сөздерін айтқан, мына екі жұп қандай жақсы жер бетінде, бұлардан артық жұп жоқ қой, жаңағы Рухойя мен Осман ғой деген сондай бір сөздерді келтіріп, Хадиша анамыз ұзатып, осы Осман радиаллаху анхудың жағдайы. Кейін Сағат ибн Аби Ваққас деген, Абдурахман ибн Ауф деген кісі болған. Абдурахман ибн Ауф, Осман радиаллаху анху 34 жаста болса, Абдурахман ибн Ауф 30 жаста. Абдурахман ибн Ауфтың негізгі есімі Абдул Қағба болған, о баста. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп иман келтірген кезде пайғамбарымыз атын өзгерткен. Яғни Қағбаның құлы деген мағынаны беріп тұр ғой. Сондықтан сен енді Абдурахман боласың, Рахманның құлы боласың деп атын өзгерткен. Абдурахман ибн Ауф. Бұл кісі айтады, мен жалпы мына Йемен жақта жүрген кезде бір Аскалян деген қарт кісіні көрдім дейді. Йеменде сапарда болған кезімде Аскалян деген бір қарт кісіні көріп қалдым. Мына Йеменде химиярлықтар деген ру бар. Сол химиярлық рудың ішінде ортасында өмір сүретін қария кісі, кітап иелері, кітаппен шұғылданып жүрген адамдардың бірі. Сосын екеуміз сөйлескеннен кейін мені Мекке жақтан келгенімді біліп, сен Меккеденсің бе деп сұрады дейді. Иә, осындай мен Меккедемін. Қандай бір жаңалықтар болып жатыр Меккеде деп сұрады. Ешқандай жаңалықтар болып жатқан жоқ дедім. Мүмкін емес дейді, бір жаңалық болып жату керек дейді қазір Меккеде. Көрдіңіз бе? Сондықтан бір кісі шығады дейді. Құдайдың елшісі дейді. Сондықтан сен барда мойында оны, көмектес оған. Сосын менің куәлігімді жеткіз деген. Жаңағы Талха кейін келіп, Абдурахман ибн Ауф кейін келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жолығудан бұрын Абу Бакрге жолығады. Негізгі связной Абу Бакр, олар көбінесе араласатын нәрсесі өзі. Сонымен жаңағы Абу Бакр радиаллаху анхумен жолығып, осындай жағдайды айтқан кезде мынауың сүйіншіні күтіп тұрған хабар, жүр дереу Алланың елшісіне барайық деп, Алланың елшісіне алып келеді. Сөйтіп жаңағы оқиғаны айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол кісіні біз өзіміздің бауырларымыздан деп есептейміз дейді. Жаңағы қарт кісіні айтып отыр, Аскалян деген кісіні. Бұл Абдурахман ибн Ауфтың өзінің айтып отқан сөзі. Риуаяттарда келген, жаңағы исламға келу жолын баяндаған кезде осындай нәрсені айтқан. Сөйтіп Абдурахман ибн Ауф та міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы иман келтіргендердің қатарына қосылып отыр. Міне Абдурахман ибн Ауф қосылды, альхамдулилля. Бұл кісінің де Алла тағаланың сол исламға дейінгі жағдайы саудагер, сауданы мықты меңгерген адамдардан. Сондықтан мал сарып ету жағынан да өте керемет. Малды көп жұмсаған Алла жолында. Пайғамбарымыз заманында да, пайғамбарымыздан кейін енді мал жұмсауда өте көп нәрселер жасаған. Жарты малынан жұмсаған жерлері болсын. Осы Абдурахман ибн Ауфтың өзін жаңа бір 15 шақты әйелі болған. 75 жасқа дейін мысалы өмір сүрсе, жаңағыдай сол жылдың ішінде жаңағы 15 шақты әйелі болған. 20 ұлы, 8 қызы болған. Сол өзінің Алла тағаланың берген дәулеті, өзінің осындай отбасын шежіресін жасауға да, сондай-ақ Алланың елшісінің жолына да, кейінгі халифалардың жолында да жаңағы жұмсауға ешқашан таусылмаған. Осындай жақсы кісі Абдурахман ибн Ауф. Кейін Сағат ибн Аби Ваққас деген кісі. Сағат ибн Аби Ваққас ол кезде 17 жаста деп келтірілген кітаптарда, кейбір риуаяттарда 19 жаста дейді. Жалпы жаңа 17 жаста деп ала берсек, иншалла. Сағат ибн Аби Ваққас ол кісінің жаңағы балалары көп, әйелдері көп болған жалпы өмірінде. Өзі 75 жыл ғұмыры жалпы. Толық ғұмыры 75 жыл өмір сүрген. Ол кісінде 11 әйелі болған, 17 ұлы, 18 қызы болған. Сол 18 қызының ең кенжесі Айша деген қыз айтып отыр. Жаңағы әкем айтатын еді дейді, Сағат ибн Аби Ваққас, мен түс көрдім дейді. Мен исламға келерден бұрын түс көрдім дейді. Сөйтіп түсімде бір қараңғылықты көрдім дейді. Қап қараңғы, тас қараңғының ішінде жүр екем, шыға алмай жатыр екем дейді. Тас қараңғының ішінен былай жылжып, бір кезде қарасам бір жарық көрінеді, тағы шықсам айды көрдім дейді. Сол айға қарай жүгіріп бара жатырмын дейді. Айға қарай барсам, сол жерде қасымда 3 адам жүр екен дейді. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр, Али соларды көрген ғой. Сосын сіздер бұл жерге қашан келіп қойғансыздар деп. Олар осы жаңа ғана келдік деп айтты дейді. Енді келіп отқан несі. Содан бірден жаңа Абу Бакрды көргеннен кейін түсінен кейін Айша қыз айтып отыр, сосын Абу Бакрге барып осы түсін айтқан дейді. Сосын Абу Бакр сөйлесіп,
пайғамбарымыз саллаллаху алдына алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху әдеттегі Құран аяттарын оқиды, өзінің елші екендігін баяндайды. Осы аяттардың негізінде Сағат ибн Уақас сол жерде иман келтіреді. Өзі мынау садақтың жебелері, қылыш жасау, қару жарақ, сол нәрселердің несінде істеген көбінесе. Осы нәрселер қызметі, кәсібі сол болған Сағат ибн Уақастың. Сағат ибн Аби Уақас пен Абдурахман ибн Ауф, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен Килаб деген атада бірігеді. Сол атадан кейін жаңағы аталары бөлек шежіреде. Міне осы Сағат ибн Аби Уақас, сосын кейін Толха ибн Убайдулла деген, Толха ибн Убайдулла 12 жаста, мысалы. Одан Зубайр ибн Ауам деген 13 жаста. Қараңыздар, Абу Бакрдың өзінің ортасын қараңыз. Адам кейде бір белгілі бір ортамен ғана жүреді ғой. Абу Бакрге қарасаңыз, өзі ана жерде 38 жаста. Осман деген досы бар, 34 жаста. Абдурахман ибн Ауф деген досы бар, 30 жаста. Сағат ибн Уақас деген досы бар, 17 жаста. Толха деген досы бар, қараңыз қандай, баласы ретінде де ол, бірақ 12 жаста. Неге? Өйткені саналары бірге де. Қоғамның зиялылары деген нәрсе бар ғой, зиялы деген сөз бар ғой, қоғамда көп естисіздер ғой. Зиялы деген олсы қоғамдағы күллі жақсылықты бойына жинаған адам ғой негізі. Көрдіңіз бе? Сосын зиялы адам, есіңізде болсын, зиялы адам иманнан кешікпейді ешқашан. Абай атамыз айтады ғой, жаңағы ақылды адамға иман парыз дейді, иманды адамға ғибадат парыз дейді. Міне зиялы, әрбір қауымда, әрбір заманда зиялы болған. Осы зиялыларын жинап берді ғой Алла. Одан кейінгілерін келтіру біраз қиындық болады да, бірақ келеді әлі біраз қақтығыстан кейін. Бірақ ең басында сапалылары. Бұларға көп энергия кеткен жоқ. Бұлар санасы соны іздеп жүрген да, шындық қайда деп іздеп жүрген адамдар. Ондай адамдар өз қоғамда аздау болады екен, өз асылы. Сол зиялы қауымды жинап берді қасына. Сонда Толха ибн Убайдулла, ол да 12 жастағы жігіт, мысалы. Ол да мен Шам елдерінде ағатайлармен бірге сапарда болған кезінде, сол жақта бір синагогада иудейлердің бір раввинімен жолығып қалдым дейді. Сонда ол маған сөйлесіп, сен Мекке жақтансың ба, я Ахмад шықты ма деп айтты дейді. Сөздерді назарда алып отырыңыздар, бәрін. Әрбір сахабаның несін қарасаң, бір хабар келген, түсінсіз бе? Осындай болып қалатын сияқты деген, осындай пайғамбар шығып қалатын сияқты деген. Сосын мен ондайды білмеймін дейді. Ахмадтың шықпауы мүмкін емес, шығатын уақыты келді деп айтты дейді. Содан мен Толха айтады, менен жас, өзімде мінезім сондай шындықты іздеп жүргеннен кейін, мен қайттым дейді, Меккеге қарай қайтып кеттім дейді. Соны қайтып келдім де, Абу Бакрге барып, жолығып, осындай жағдай бірдеңкелер болып отыр ма деп. Досы ғой енді, бірге сырласып кездесіп тұратын жиындастары ғой. Абу Бакр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ертіп барады да, Толха да иман келтіреді міне. Толханың да өзі бір 11 ұлы болған. Зубайр ибн Ауам, оның да 11 ұлы болған. Тек қыздарында ерекшелік, Толхада 4 қыз, мына жақта 7 қыз болғанда. Бірақ екеуін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екеуі иманға келген кезде, екеуін бір-біріне бауыр қылып қояды, жас болғаннан кейін. Бірге жүріңдер деп та. Сол күннен бастап. Екеуі де 13-те ғой енді. Осы жерден ойлай беріңіз, 13-те отау иесі деген қайдан шыққан. Көрдіңіз бе? Мысалы, мынау екеуі де сондай жағдайда дос болып жүреді. Толха балалардың аттарын тек қана пайғамбарлардың аттарын қойған. Құранға еліктегеннен кейін ол бала келе ме? Ахмад, Мұхаммад, Имран, Исхақ, барлық осы пайғамбардың бәрін атын іздеп шыққан. Закарияға дейін бар. Қыз келе ме? Мариям. Көрдіңіз бе? Толханың өзінің жолы сондай болған. Пайғамбарымызды елшіні сүюдегі бір несі Құранға еліктеуі, балаларының атының бәрі пайғамбардың аттары. Сосын Зубайр екеуі дос қылды ғой. Сосын мен де не құр қалмайын дедім дейді. Зубайр айтады, мен балаларымның, ұлдарымның атының бәріне осы пайғамбарымызбен бірге жүргеннен кейін шейіт болып жатқан сахабалардың аттарын қоя бердім дейді. Хамза, Жақфар, Мусғаб өздері бекер қалмасын. Сенің есіміңді Жақфар деп қойған себебім, өйткені Жақфар деген ағаң болған деп ертең айтып отыру үшін. Есімдердің өзін тарихи оқиғалармен тез-тез бүйтіп ұйқастырып кетіп, тәрбиеге көмектесу үшін осындай нәрселер пайдаланған. Сол Зубайр ибн Ауам, ол да исламға келгеннен кейін Толха мен Абу Бакр Тайим деген аталас. Екеуінің де ортақ атасы Тайим. Толха мен Абу Бакрдың.
Бағанағы Сағат ибн Әби Уаққас пен Абдурахман ибн Ауфтың атасы, олар Киләб деген атада біргеді, пайғамбарымызбен бірге. Міне сол секілді Зубайр ибн Ауам Қусай деген атада біргеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қусайдан Абдуманаф, Абдуманафтан Хашим, Хашимнен Абдул-Мутталиб, Абдул-Мутталибтан Абдулла, Абдулладан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Соны 4-5 атада сол жерде біргеді. Сондай-ақ Хадиша анамызға Хадиша анамыз Хуайлид деген кісіге қызы болып келсе, Зубайр Хуайлид деген кісіге немере болып келеді. Осындай туысқандық байланыстар да бар. Бұл Зубайр өзі бала кезінен өжет болған. Өжеттілігі мықты, сондай бұны жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл иман келтіргеннен кейін Абу Бакр арқылы барып, Науфал деген жаңа бір ағасы естіп қойып, өте мықты болған. Науфал деген ағасы сол кезде өз руының арыстаны деп аталатын ол. Енді мықты сондай. Сол Зубайрдың сондай жаңа шошыңдап жүр ғой, мынау анаған барып жүр ғой дегендей нәрсені соны алып біліп қояды. Өйткені Зубайр бүйтіп иман келтіргеннен кейін айтқысы келіп тұрады ол нәрсені. Соны біліп, Зубайрдың андай кәдімгі бір ағашқа байлап, астынан түтінді жағып, кәдімгі сол түтінді жағып қойып, сен енді бармайсың ол жаққа деп азаптаған ғой соны. Сонда Зубайр жаңағы 13 жастағы бола ғой, өзіңіз ойлаңыз. Сонда айтады, мен бәрібір иман келтірген нәрсеме кәпір болмаймын енді деп. Қайтпай қойды дейді. Ашы мұннан көзден кетіп жатыр ғой. Бір сөзі қайталап жатыр дейді 13-тегі бала. Мен бәрібір иман келтірген нәрсеме кәпір болмаймын деп. Әбден жеңілмейтінін көріп, сосын қойшы бер деп жібере салған дейді. Сол Зубайр тағы бір өжеттілігі, Мұхаммед пайғамбарға бірдеңке болып қапты деген кезде, хабарды естіген кезде, қатты қорыққаннан жаңа үйдегі қылышты суырып алып, қынабынан алып шығып іздеген ғой Меккеде. Бір кішкентай бала қылышты суырып кетіп бара жатыр дейді 13-тегі бала мысалы. Сосын жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әшейінде намаз оқитын жерлері, тығылып намаз оқитын жерлеріне барып іздеп қараса, пайғамбарымыз бар екен. Сол қуанып кетеді, я Расулалла деп. Сонда, мына қылышпен жүрген не сенің? Біз айттық қой, ислам деген бөтен басталып жатыр қазір. Мынандай нәрсе болмайды. Алла тағала куффа айдиякум, қолдарыңды тыйыңдар қазір. Ақимус сола, Алламен байланысып намаз оқуды үйреніңдер бірінші. Таяқ жеп үйреніңдер мен үшін деп жатыр Алла тағала. Сондықтан мынау қазір болмайды. Бұны не істейін деп едім, бұл қылышпен деп еді. Мен сізді осындай пәленшілер алып кетті деп естідім, я Аллахтың елшісі. Сонда не істемексің деп сұрайды ғой енді. Сізді алып кеткен адам болса, кесер едім басын деп айтады дейді жаңа бала. Сонда Алла тағала саған да қылышыңа да береке берсін деп дұғасын жасаған. Зубайр ибн Ауамға мысалы. Сонан өз өмірде Зубайр ибн Ауам туралы бір кітап оқып беріп қалсаңыздар, ең бірінші қылышын жалаңдатқан осы бала деп айтылып тұрады өзі. Сол кезде осы оқиғаны еске ала саласыздар ғой. Сол осы оқиғаны айтып тұрған нәрсе де. Міне осылай иман келтірілетін адамдар осы негізгі жаңағы сапалы азаматтарды жинап жатыр. Алла тағала пайғамбарымыздың қасына көмекке. Абу Бакр, жаңа таныстыңыздар қандай адамдарына. Енді бұлардың барлығы Абу Бакр деген радиаллаху анху пайғамбарымыз үшін күллі нәрсе, жаны, малы, тіпті сондай бір кезеңдер болған, мал керек болып отқан кезде, жаугершілік заманда күллі малын әкеп қоя салған ғой Абу Бакр. Сонда не қалдырдың үйіңе дейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әдейі бір 3-4 сахабаның көзінше әдейі қояды ол сұрақты. Түсіндіңіз ба? Тәрбиелік мағына болу үшін да. Сонда айтады, Алла мен елшісін қалдырдым дейді. Бұл исламның ары қарай даму көтерілу үшін сол замандарда бұл өте үлкен еңбектер болғанда, Алла мен елшісі деген тақырып, оған жететін тақырып жоқ негізі. Қияметке дейін өзі сондай. Бірақ жаңағы жағдайларда қараңыз, қандай күллі малын бере салған дейді. Омар жарты малын алып келген сол кезде. Омар ойладым дейді, ең көп мен беретін шығармын бүгін деп. Сонымен жарты малымды алып келіп, мен жартысын әкелдім деген кезде, Абу Бакр толығын алып кетті деген, Абу Бакр, өзіңнен кейін ешкімге жеткізбейтін болдың ғой дейді. Ешкім жете алмайды. Жалпы қай амалда болсын ешкім жете алмайтын болғанда. Міне осы кісілер әуелгі иман келтірген адамдар. Сосын Заид ибн Хариса айтады. Күндердің бір күні жаңа Жибрил келді дейді. Инна Жибриля атаху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил келіп, фи әуәли ма ухия илейхи, ең әуелгі уахи етілген нәрселердің ішінде, яғни осы аяттар уахи етіліп атуымен қатар, ең бірінші пайғамбарымызға Жибрил келіп, фаалламахул удуа вассала, оған дәретпен намаз үйретті дейді. Көрдіңіздер ме? Құран
әуелгі аяттары түскеннен кейін Алла Тағала намазды қоса береді екен. Мысалы, Алла Тағала Мұса пайғамбарды елшілікке таңдаған кезде, сонда жаңа Тоха сүресінде айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим, иннани ана Аллаху, сөзсіз мен Алламын, менен басқа тәңір жоқ, фағбудни, ей Мұса, маған құлшылық қыл дейді. Әуелгі уақи ғой. Ва ақимис салата ля зикри, мені еске алу үшін намаз оқы дейді. Көрдіңіз бе? Соқтан ұстатылған нәрсе Аллаға деген иман кетіргеннен кейінгі бұл иманды пісіру үшін намаз деген құрал беріледі да. Одан кейін екіншісі инна сағата әтия, қиямет сағаты келатыр дейді. Мұсылманды осы екі ортада ұстайды: намаз, қиямет, намаз, қиямет. Осы күллі амалын түзеп шығады оның. Тілінде, мінезінде күллі нәрсесін түзеп шығады да. Күллі қарым-қатынасы дейін түзеп шығады. Соқтан осы намаз ең бірінші жаңағы пайғамбар саллаллаху қасындағы сахабаларға, мысалы, тәфсир кітаптарында айтуынша, таң атардан, яғни қазіргі таң намазының уақыты, күн шығардан бұрын сол таң намазы бұйырылған 2 рәкағат. 2 рәкағат таң намазы, сосын екінді намаз екен. Күн батардан алдын дейді оны. Күн батпай тұрып, жаңағы 2 рәкағат намаз. Осы 2 рәкағат намаз оларға берілді. Сөйтіп бұл байланысты олар ұстау керек болды. Тоха сүресінде Алла Тағала айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сонда уамур ахлака бис-сала. Мына нәрсеге назар аударыңыздар. Пайғамбар саллаллаху вахи түсіп жатыр, пайғамбар болып тағайындалды. Енді тапсырмасын қараңыз. Уамур ахлака бис-сала. Отбасыңды намазға бұйыр. Қараңыздар. Намаз тек қана ата оқитын нәрсе ме екен? Ата мен әже 60-қа 70-ке келген кезде дегендей жоқ. Отбасыңды бұйыр дейді намазға. Әке мен анаға намаз берілгеннен кейін Алла Тағала ол намазыңды, ей әке, ей ана, мына балаңа бұйыр дейді. Үйрет дейді, ей пайғамбар. Уамур ахлака бис-сала. Ең әуелгі түсіп жатқан аяттар, Тоха сүресіндегі бір аят өзі. Кейін барып орнына қонған. Сонда намазды бұйыр дейді отбасыңа. Сосын қараңыз, отбасыңа намазды бұйырып жатқан кезіңде сенің де өміріңді емтиханнан өткізіп жатамыз. Сол кезде сенің өзің намазда сүрініп қалуы мүмкінсің дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қараңыздар аяттың мағынасына: уамур ахлака бис-сала. Отбасыңда намазға бұйыр. Уастабир алейха. Ол намазға өзіңде төзімді бол. Әке, ана намазға төзімді болады. Балада ол намаз ешқашан қаза болмайды. Көбінесе балада намазың қаза болып кететін себептердің бірі, егер балада ақыл болса, жаңағыдай мысал, біз неғұрлым әлсіз болсақ, олар әлсірей бастайды. Өйткені біз оларға идеал боламыз. Қаласаң да қаламасаң да тәрбие жеңіл болу үшін сізді ата-ана қандай болса да ол дүниеге келген сәбиге ата-ананы идеал қылып қояды екен Алла Тағала. Ол соны қайталайды, соныкін істейді, соған қарай ұмтылады, соған қарай жақындайды, соның разылығын іздейді ол. Көрдіңіз бе? Кейін жаңағы санасы жеткен кезде жаңағы разылық, ұмтылыс Аллаға қарай кетеді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан өзің отбасыңа намазды бұйыр, және өзің де оған төзімді бол дейді. Намаз деген сөйтіп құлшылық берілді, сосын бұл намаз деген нәрсе төзімділікті қажет ететін құлшылық екен. Өзіңіз байқайсыз, кейде бір ықыласпен уақыт оқитын кезіңіз болады, кейде бір жағдайлар шайқап кете ма, тағы басқа, кейде бір әрең келіп тұрған сияқты болуы да мүмкін адам, мысалы. Сондықтан сол жағдайлардың өзіне төзімділік деген нәрсе де бұл хақ, мен орындаймын деген нәрсе. Міне сол әуелгі шаршайтын кездерінде, намаздың кезінде бір белгілі бір шаршап, көңілің жоқ кездерде, ең әуелгі сәттілерде, сол жерлерді біз өте алсақ, жарып өтсек егер төзімділікпен, одан кейін бізде ондай проблема болмайды ол намазбен көп. Егер сол бір шаршап тұрған кезінде қойшы біраздан кейін оқиын деп жата қалып кетсек, ол біз бір жеңілдік қой. Намазымыз жүректе кішкене әлсірей бастайды, құндылығы, қастерлік әлсірей бастайды. Неғұрлым жаңа төзімділікпен өтіп шығасың, соғұрлым қастерлік артады. Түсінесіз бе? Намаз деген нәрсе. Соқтан Алла Тағала оны бірінші орында беріп отыр бұл намазды. Әлі 5 уақыт намаз парыз етілген жоқ. Оған әлі біраз уақыт бар, оған тарихта келеміз. Бірақ қазір таңертеңгі уақытта және кешкі уақытта Алламен барып бір байланыс жасап кет деген нәрсе берілді.
Сонда жаңағы аяттың соңына қарасаңыз, мынандай нәрседе болады: бүгінгі күні адамдарда намаз оқы десең, онда жұмыстығын істейді дейді. Сонда Алла Тағала осындай жауап беретінімізді білген Алла Тағала жаңағы аятты қараңыз: «Уәъмур ахлака бис-сола», отбасыңа намазды бұйыр, «Уастабир алейха», өзіңде оған төзімді бол, сабырлы бол, «Ла нас'алука ризқан», сосын сөзге қараңыз: біз сенен ризық сұрап тұрған жоқпыз ғой дейді. Біз сенен ризық сұрап тұрған жоқпыз, бірақ ризық саған керек дейді. «Нахну нарзуқука», біз сені ризықтандырамыз дейді. Не арқылы ризықтандырады дегенде: «Саббих бил-ғаши уәл-ибкар», таңғы уақытта және сол кешкі уақытта сен Алланы дәріптеп жаңа намазға кіріп кет дейді. Көрдіңіз бе? Мына жердің бетінде Алла Тағала қаншама нәрсені жаратып қойса, жәндіктер. Бір нәрсе жоқ жаратылған адамнан басқа нәрсені өзіне қарайтын болсаңыз, бір нәрсе жоқ жаратылыста, намазы қаза болған. Күллі нәрсеге Алла Тағала намазы мен тасбихын үйретіп қойғам дейді. Сонда «Субханаллахи ва бихамди» деген сөз, мысалы, Алла Тағала кемшілік сипаттардан пәк, бүкіл мақтау өзіне тән деген сөз дейді. Күллі нәрсенің намазы дейді. «Солату күллі шейін». Ара, шыбын, жануар, мал, о көрсетпейді, бірақ ода ол тасбих жұмыс істеп жатыр дейді. Үзілмеген істейді әлі. Тек адам ақылмен үзіп жатыр дейді өзінің намаздарын. Сөз ғой. Оларда ол әрдайым істеліп жатады дейді. Сосын «Ла тафқахуна тасбихакум», оны зерттемей қойыңдар, оның намазын табамайсың дейді бәрібір. Оны мен білем дейді, бітті. Сендер оғынамайсыңдар дейді оны. Қай уақытта ол оқып қояды, қалай оқып жатыр. «Ва юрзақу күллу шайин биха», әрбір нәрсенің ризығы осы тасбих арқылы келіп жатыр дейді. Кім? Олар сол Алла Тағаласын дәріптейді, бәктейді, ризығы келіп жатыр, дәріптейді, бәктейді. Сенен де сол, сен де осы дәріптеушілердің ішіне қосылса, шай адам деп отыр, саған мұқтаж емеспіз дейді біз. Сен мына күллі мұқтаждардың ішіне қосыла сал, мен де мұқтажбын деп, болды. Бітті. Сенен де ризығыңды адалынан, әдемісінен жасап береміз дейді. Біз сенен ризық сұрамаймыз дейді. Ризықты біз береміз дейді, осыны біл дейді. Соқтан намазды осы бірінші уақытта намаз деген құлшылықты осылай берді оларға. Жибрил келіп кәдімгідей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккенің бір жоғарғы жағына қарай алып кетіп, таза жеріне, сол жерге барып, жерді бір ұрды дейді. Сонда бұлақ шықты дейді. Бұлақ шыққаннан кейін Жибрил адамның бейнесінде келді. Сол жаңа адамның бейнесіне келген дейін жаңа дәретті бәрін үйретіп берді дейді. Дәретті бұлай аласың, дәретті күллісін сол кезде үйретіп берген пайғамбарымыздың өзіне. Сосын жаңағы астыңғы жақты жууды бәрін үйреткен. Оны әдепті түрде айтылған, ана астыңғы жағына су септі деп, мысалы. Сол жаңа астыңғы жағын жууы, таза ұстауы, бағана киіміңді тазала деді ғой, денең таза. Соны тазалықты үйретіп жатыр. Сон тазалықтың енді киімің таза болып, денең таза болып тұрғаннан кейін енді қасиетті мінәжатқа арнайы бір тазалық керек екен. Ол дәрет. Көрдіңіз бе? Сол дәрет тазалығы. Соны барып жаңа Жибрил қолымен бәрін үйреткен. Сол дәретті толық алғаннан кейін енді тұр деп қасына тұрғызды дейді Жибрил. Сосын тұрғызып, осылай оқисың деп 2 рәкағат намазды көрсетіп берген екен. Таңертең осылай оқисың, сосын кештің алдында осылай оқисың деп. Осы таң мен екінді деген нәрсе осыдан басталған. Жалпы осы нәрсе пайғамбарымыздың өмірінде өзі қиямет күніне дейін мынандай бір сүннетті бекіткен осыған. Қадірі жоғалмас үшін осы 2 уақыттың таңғы және кешкі зікірлер деген нәрсе бар. Мысалы, дәл қазіргі уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынандай дұғаларды айтып отыратын. Егер анда жиын не болмаса, мысалы жеке отырып қалса, Аллахумма инни амсайту ушхидука ушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва джамиа хулқика аннака анта Аллах ва анна Мухаммадан абдука ва расулук деген. Аллах Тағала осы кешті міне мен қарсы алып жатырмын. Осы кеште мен сені куә қыламын, күллі періштелеріңді куә қыламын, сенен басқа тәңір жоқтығына және Мұхаммед оның елшісі екендігіне. Осы кеште мен қарсы алып жатырмын дейді да, мысалы. Аля калиматил ихлас, ла илаха иллаллах деген ықылас сөзімді айтып, аля дини Мұхаммадин, Мұхаммедтің дініндемін деп, аля миллати Ибрахима ханифа, Ибрахимнің жолындамын деп, міне осы кешті осылай қарсы алып жатырмын, Раббым. Аллахумма ма
әмса би ниғматин ау би ахадин мин холкик. Аллахым, осы кеште маған бір нығмет қазір келген болса, немесе мына құлдарыңның кез келгеніне бір нығмет келген болса, фаминка вахдака ла шарика лак. Ол сенен келген нығмет қой. Сені мақтаймын, саған шүкір етемін дегендей нәрселер. Аллахума яға әмсайна ва әмсал мулку лиллахи роббил аламин. Осы кеште бізде мына бүкіл патшалықта Алланың өзіне тән болған түрде қазір біз кешті қарсы алып отырмыз. Содан Алла Тағала осы кештің жақсылығын сұраймын. Қараңыз. Ва фатхаха ва насраха, осы кештің жеңісін сұраймын. Ва насраха, шайтанға қарсы жәрдемін сұраймын. Жалқаулыққа, әлсіздікке қарсы, артық ұйқыға қарсы жәрдеміңді сұраймын. Ва нураха, нұрын сұраймын. Жақсы амалдарын, ва баракатаха, берекесін сұраймын. Және осы түннің күллі жамандығынан, осы түннен кейінгі жамандықтардан саған сыйынамын. Бұл дұғалардың бір басы. Негізі бұлай жинақталса, пайғамбарымыз өзінің айтқанына байланысты, енді бір 20 минут па, жарты сағатты ма сондайды алып қалуы да мүмкін. Өйткені кейбір дұғалар, мысалы, хасби Аллаху ла илаха иллаху, Алла маған жетіп басады, Алладан басқа тәңір жоқ, ол ұлы әлемдердің Раббысы, мен оған тәуекел еттімді 7 рет айтатын. Астағфируллах ва атубу илейхи, 100 рет айтатын дегендей. Субханаллахи ва бихамдихи 100 рет айтатын. Осының бәрін таңертең таң намазынан кейін айтып тастайтын. Сосын ақшам намазы кірерден бұрын айтып тастайтын. Көрдіңіз ба? Міне бұл 2 уақыттан намаз осы 2 уақыттан басталды. Сол секілді кейін Алла Тағала 5 оны толықтырды ғой. Сондай-ақ мына 2 дұғаны, кешкі және таңғы зікірлерді дәл осы уақыттарда айтатын. Және осы 2 уақыт ертең қабірде де керек екен бізге. Өйткені қабірге кіргеннен кейін дейді, ешбір мүмин жоқ дейді, оған жәннаттағы немесе жаңағы ешбір кәпір адам жоқ. Мүминге жәннаттағы, кәпірге кәпірдегі орнына таңертең 1 рет, кешке 1 рет көрсетілмей тұратын дейді. Міндетті түрде көрсетіліп жатады дейді. Сондықтан бұл уақыттар жай уақыттар емес. Неге Алла Тағала бұл 2 уақытта? Бұл 2 уақытта хайыр бар, шексіз хайырлар бар да. Алла Тағала сондықтан осы 2 уақытты намазды бұйырды. Содан пайғамбарымыз саллаллаху үйге келіп, Хадиша анамызға, Жибрил маған бүгін дәретті намазды үйретті дейді. Онда маған да үйретіңіз. Болды, жүр. Екеуі барып Хадиша анамызға дәретті үйретеді. Сосын енді қасыма отырасың дейді да. Сөйтіп қасына отырып намазды бірге оқыған. Кейін бір әлі жаңағы Али радиаллаху анху қосылғаннан кейін үшеуінің барып Кабаның қасында бір оқығаны туралы бар. Жаңағы анау Афифа Кинди деген Ибн Жарир ат-Табари өзінің тарихында жеткізген, жалпы тізбегі жақсы болғаннан кейін айтып отырық. Сол кісі айтады, мен әлі ислам қабылдамай тұрған кезде Афиф әл-Кинди деген кісі мен Меккеге келіп Аббас ибн Абу Талибтің үйіне қонаққа келіп түстім. Сосын екеуміз Кабаның қасында отырған кезде сәске уақыты еді дейді. Сәске уақыты болған кезде дұға намаз оқылады ғой. Дұғаның қадірі пайғамбарымызға білдірілді өткендегі сүреде естеріңізде. Сәске уақыты мен ант етемін деген жаңағы. Сол сені Раббың тастаған жоқ, жек көрмеді деген аяттардың негізінде шүкірлік жасап, сол сәске уақытында бір жігіт келді дейді Кабаның қасына. Афиф Кинди айтып жатыр. Сосын күнге қарады дейді. Жаңағы күнге қарап сәске уақыты көтерілді, оқуға болады дегендей. Сөйтіп қасына келді де Али тұра қалды дейді. Сол жерде намаздың тәртібін көрсетіп жатыр. Али қасына келіп тұра қалды да, Али деп айтып отқан жоқ, оны қазір Аббас айтады Али екенін. Сөйтіп қасына бір бала келіп тұра қалды дейді, 10 жастағы. Сосын арт жағынан бір әйел кісі келіп тұрды дейді. Сөйтіп Аллаху акбар деді дейді. Кабаның қасында бағанағы не бұйрық басталып жатыр. Алланы ұлықта деді ғой. Ол ешкім адамдар таныса берсін енді. Аллаху акбар, намазға кіріп кетті. Барлығы қарайды, халифтік жол шығар, сол баяғы Ибрахимнан қалған бір нелер шығар, қорқынышты нәрсе шығар дегендей жаңа бір қоғамның жанашырлары жүреді сол жерде. Сондай Али сосын рукуққа барды, екеуі артындағы әйелдер рукуққа барды дейді. Көтерілді, сосын сәждеге барды. Сөйтіп солар сол намазды оқыды дейді. Мен таң қалдым дейді сол кезде. Мынандай осы үшеуінен басқа дейді, ешкім істеп жатқан жоқ дейді. Андай нәрсе жердің бетінде мынау не нәрсе деп. Сосын Аббас айтты дейді, бұл Мұхаммед қой дейді. Абдулланың баласы, екеуміз аталаспыз жаңағы. Әкесі менің бауырым. Сондай-ақ қасындағы Али, Абу Талибтің баласы ол. Мынау артындағы Хадижа жұбайы дейді. Ол маған өзі айтып жүр дейді. Негізі сендердің Раббыларың көктер мен жердің Раббысы ғой деп. Бізге осы нәрсені үйретіп жатқан сол Алланың өзі деп маған айтты дейді. Соны мен саған айтып жатырмын деп отырды. Сол секілді осындай хабарларға қарасаңыз, намаз оқылып, кейін адамдар дұрыс түсіне алмай қала ма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам санда көбейіп жатқаннан кейін Абу Бакр келіп қосылды,
жаңағы Толха қосылды, Зубайр қосылды, Усман қосылды, Сағат ибн Аби Уаққас қосылды. Осылар қосылып жатқаннан кейін енді пайғамбарымыз саллаллаху Жибрейілдің жаңағы өзіне білдіруімен, Алла тағаланың көкейіне салуымен Меккенің айналасындағы таулы қыраттар болады ғой, жаңағы тау жоталар, солардың арасында адамдар көп жүре бермейтін, сол жақтарға барып жаңағы адамдарға да көп мазалай бермейік, өйткені намазға да оқығанда ықыласпен оқу керек, қасында біреу көп бүйтіп тұрып алса да болмайды. Сондықтан барып сол таулы жоталарда тығылып оқиды. Сөйтіп жаңағы таулы жоталарда пайғамбарымыз жүреді, сол жақта Али радиаллаху анху жүреді, Абу Бакр жүреді. Сөйтіп бір күні оқып жатқан кезінде бір мүшриктер сол жерге дәл көріп қалып, не істеп жатсыңдар, мыналарың не деп, бір кішкене ауыр сөз сөйлеп қалған кезде, Сағат ибн Аби Уаққас бағанағы қару дайындап, сонда немен дайындалатын жігіт дедік, 17 жаста. Сол ана сөзін көтере алмай пайғамбарға қарсы айтып жіберген. Ол кезде әлі тыйым не салынбаған, әлі жол білінбейді, не істеу керек, қалай істеу керек. Сонда ана жаңағы бір жатқан түйенің бір сүйегі жатқан дейді, бас сүйегі. Сол нәрсемен жаңағы ұрып қалып, басын қанатып қойды дейді ана кісіні. Сонда оқиға бар. Ең бірінші осындай дін үшін жаңағы қол көтерген Сағат ибн Аби Уаққас деп. Дінді жақтырмаушыларға қарсы деген жаңа өз оқиға айтылады сондай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кейін бұйрық түседі: куффу айдиякум, қолдарыңды тыйыңдар. Ва ақимус-сала, намазды оқып Алламен байланысуды үйреніңдер бірінші. Түзеңдер өздеріңді. Жаңағы ва атайтумуз-зака, сосын тазалықты үйреніңдер. Жандарыңды тазалаңдар. Алла үшін ғана жаңағындай нәрселер. Адамдардың ренжітіп отқан нәрсесі әсер ете алмайтындай, Алланың разылығы үшін өмір сүретіндей. Сол нәрселерге бұйрық береді де қолдарын тыйып тастайды. Меккелік кезең мүлде бір сахаба бір жерге барып бір бұтты сындыру, немесе біреуге барып қол көтеру, немесе сен менің намысыңа тидің деп оған жаңа ұру, Алла тағала тыйым салып тастады. Неге? Деген 13 жыл осылай болды ғой, 13 жыл. Сонда қарасаңыз, Алла тағала сен осыған дейін өзіңдікі болдың ғой дейді. Сен осыған дейін өзіңдікі болдың. Сен енді менікі бол дейді. Қарасы. Менікі. Егер мен қолыңды тый десем, сен тыйсың дейді. Сен менің разылығымды іздейсің ба, жоқ адамдардың арасындағы дәреже керек па саған? Халық не дейді деген, ана жігіттер не дейді, қорқып қапты ғой деген сөз керек па? Жоқ, Раббың не дейді деген. Сен өзгерт дейді біразына ойды. Жетеді дейді жаңағы адамдар қорқып қалмасын, мен қорықпау керекпін. Сен кішкене Алладан қорқуды үйре дейді енді. Сен ұлы әлемдердің Раббысымен таныстың. Сен енді менікісің дейді. Сол өзімдікі деген нәрсені алып тастады ғой, көрдім Меккеде. Өзіңіз ойлаңыз. Жаңағы Абу Бакр, Осман, жаңағы Зубайрлар тыйып тастады да. Неге? Өйткені Алла айтады, бұлар қазір дейді, дінді мүлде түсінбейді дейді. Бұларға ақиқатта жеткізетін кезде, міне, бұлар неше түрлі тәсілдерді ұйымдастырады дейді. Бұл ақиқатты бұрмалау үшін, жаман қылып көрсету үшін. Сондықтан мен тәрбиелеп жатқан құлдарда мін болмау керек дейді мүлде. Тек сендерге айтылатын нәрсе жала ғана болу керек дейді. Қараңыз. Ақиқат болмау керек дейді ол. Наушында да бүлдіріп қойып тұрып, шында да сен сондай болып шығып жүрме дейді. Сондықтан мен сен полный өзімдікі қыламын деп жатыр. Сен менікісің. Қолың тый дедің ба, тый дейді, болды. Мен білем не айтып отқанымды. 13 жыл осы уақыт жаңағы сендерге осындай заман дейді да, қолды тыю деген нәрселер мысалы. Міне сонымен куффу айдиякум деген осындай нәрсе болды. Өйткені бұны Алла тағала кейін салды. Кейін жаугершілік замандар пайда болған, жаугершілік замандар келіп соғыстар парыз етілген кезде Бәдір шайқасы тағы да басқа андай қызық болған. Сонда осылай шыдап жүре береміз бе деген нәрселерді айтқан адамдарға, мынау батыр екен ғой деп Алла тағала қоя салған. Батыр екен ғой, жанашы батыр екен ғой деп. Бірақ бұның сыналатын уақытын Мединаға қалдырды да, Мединада фаламма кутиба алейхимул қиталу. Ал енді міне оларға соғыс парыз етілгенде, алам тара илеллазина қиля лакум куффу айдиякум ва ақимус-салата ва атуз-заката. Әлгі өздерінің кезінде қолдарыңды тыйыңдар, тек намаздарыңды оқыңдар, тазалықпен жұмыс жасаңдар деп әрең тоқтатып жатқандарды айтып кетейіз дейді. Әрең тоқтатып алған едік дейді біз бұларды. Көрдіңіз бе, батырлықтан. Міне бүгін бұларға Бәдір шайқасы парыз болды деген кезде иза фариху минхум яхшаунан наса. Міне әні қарай пайғамбар, адамдардан қорқып шыға кетті дейді. Менің үйім бар еді, менің нем бар еді деп. Сондықтан сөздеріңде жаңағы Аллаға керек емес батырлық дәлелдеп. Алла біледі.
жемгенде кімнің жігіттей болады, кімнің қыздай болатынын. Соқтан әр нәрседе өзінің несі бар да, орны. Соқтан атаға тәрбиені ол біледі. Оның тәрбиесіне қарай көнсең, өзінің жаңа тәрбиесімен сізді тәрбиелейді. Осылайша намаз, дәрет, жаңа құлшылықтар келді. Жаңағы адамдардың барлықтары намазбен, Алла тағаламен байланыс, Құранның аяттары жатталып жатыр. Не бұл алғашқы ең бірінші жаңа иман келтіргендер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннатпен сүйіншілегендердің ішінде, мысалы, осы жаңағы Абу Бакр радиаллаху анху, мысалы айтайық, Омар бұл жерде әлі келген жоқ, кейін келеді. Оның исламның қиссасының өзінің несіне баямыз, Омардан бұрын оның Фатима деген қарындасы келген. Омар, Осман радиаллаху анху, Али радиаллаху анху, Толха ибн Убайдулла, Az-Зубайр ибн Ал-Ауам, осылар. Жаңағы Саад ибн Аби Уаққас деген кісілер. Сосын Абу Убайда ибн Ал-Жаррах, ол жақында иман келтіреді. Мына кісілер тартып әкеледі енді оларды. Кімді? Абу Убайда ибн Ал-Жаррахты. Сағид ибн Зайд ибн Амру. Сағид деген сахабаның өміріне де танысамыз. Ибн Амру деген кісі, мысалы. Бұл Омардың Фатима деген қарындасының күйеуі. Бұлардан кейін бірте-бірте отбасы, ерлі зайыптылар кіре бастайды. Сағат ибн Уаққас аға бауырларына барып, олар кіріп кетеді. Енді бірте-бірте әркім өзінің санасы дос болып, сөйтіп пайғамбардың сырын сақтай алатын адамдарды ақырен тарта береді. Сөйтіп Алланың қалауымен тарихшылардың айтуы бойынша шамамен 40-қа жуық адамның жаңағы иманға келеді дейді міне. Бұдан кейін олардың енді тәрбиеленген нәрсесіне тоқтаймыз. Осы уақытта олар кемінде 3 жыл уақыт Алла тағала оларда осындай күйде тәрбиелеуді қалайды. 3 жыл. 3 жыл бойы олардың жүрегіне иманды, саналарына күллі құндылықтарды жаңағы егіп, өйткені 3 жылдан кейін сынақ басталайын деп отыр екен. Жаңағы сынақ келе қалған кезде, мынау қайдан келіп қалды демейтіндей, атаға бұларды 3 жыл бойы пісіреді. Құранның аяттарын, қажетті аяттарды түсіреді. Ол нәрселер туралы Құдай қаласа келесі сабағымызда сөйлейміз иншалла. Аллах тағалам, сен пәксің, сен мақтаулысың, сенің есімің берекелі, сенің даңқың жоғары, сенен өзге тәңір жоқ. Аллах тағалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тілегендей, Раббым біз бен күнәлардың арасын бөгеп тұратын қорқу қасиетінен жеткілікті үлес бере көрші. Аллах тағалам, сондай-ақ жәннатыңа қарай итермелеп апаратын бойұсынудан жеткілікті үлес берші бізге. Аллах тағалам, сондай-ақ мына дүниенің бүкіл қиыншылықтарын бізге жеңілдетіп тұратын шәксіз сенімнен бізге үлес берші. Аллахым, біздің көру, есту сезімдерімізді, сондай-ақ бойымыздағы қуатымызды тірі болғанға дейін, я Раббым, өзің разы болатын істерде пайдалануымызды нәсіп етші. Сондай-ақ ұрпақтарымызға да осындай қасиеттерді мұра қылшы, я Раббым. Раббымыз бізге дұшпандық қылғандарға қарсы жәрдемді өзің берші. Аллах тағалам, күллі қиыншылық фитналарды дінімізде болуынан сақтай көрші. Аллахым, бұл дүниені сондай-ақ біздің осы өмірдегі ең негізгі мақсатымыз, ең негізгі қайғымыз болып қалудан сақташы. Аллах тағалам, сондай-ақ үстімізге қойған патшаларды баршамызға рақымды қылшы. Аллах тағалам, пайғамбарымызға салауат сәлеміңді, рахмыңды, берекелеріңді тілейміз. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.